Бисмиллах. Қайырлы күн, құрметті Нәзік әлем подкастының тыңдармандары. Бүгін бізде қонақта дінтанушы, теолог Рауан Теңгуржанов, Рауан Жұмабайұлы деп те таныстырсақ болады. Қош келдіңіз ағай, көп рахмет алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Сізді негізі ұзақ күттік. Әр уақыт әртүрлі ғой. Біріншіден қош көрдік, ораза қабыл болсын. Енді әр нәрсенің өз уақыты бар. Бұрында шықсақ Рамазанның алдында шығып кетер едік, онда бүгінге нәсіп болмаушы еді. Әр периодтың өзінің бір кезеңі бар, ләззаты дейік әр кезеңнен. Бұл кезеңнен де бір пайдасы болған болып тұр ғой, иншалла. А так бұл Нәзік әлем уже қанша болды? Жарты жыл болды, наверное. 4 ай. 4 ай, наверное. Шынымен де керемет айға, Рамазан айына нәсіп болып жатыр. Тыңдармандар да көп көріп қуанды сіздің келетініңізді біліп. Ағай, бірінші оқырмандармен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Кімсіз, қандай мамандықтасыз, қандай қызметтесіз? Оқыдық біз, молдамыз, профессиональный молда. Исламтанушы, Нұр-Мүбаракта оқыдық 2001-2005 аралығында Алматыда. 2005-те бітіп Ал-Асқарға кеттік, Мысырға. Сол жақта ислам шариаты факультеті оқыдық, фиқх мамандығымыз. 2011-де ол да бітті. 2011-де ислам академиясына түстік Стамбулға. 2012-де ол да бітті. То есть біздің бір молдалық бір оқу жолымыз бар да осындай. Содан кейін магистратура оқыдық Нұр-Мүбаракта. Сол жылдары біз Көкжиек баспасында болдық. То есть мына кітап алмен маған таныс, Көкжиектен танысты. Сөйтіп онда болдық. Содан дін істер басқармасында болдық 2 жыл, 2016-18 арасында акиматта. Содан кейін 2018-ден бастап қазір осы Дариядамыз ғой. Соңғы бірнеше жыл болды. Мынандай сүннет энциклопедиясы деген естідім. 13 томдық үлкен бір. Соның процесі болды. Одан да басқа жобалар болды. Кітап, білмеймін енді, молдалық бар ортада. Азан шақырып ат қоямыз деп неке қиямыз анда-мында. Қазірге осы Дария дамыт орталығындамыз. Аудармашы, спикер, сабақ береміз. Күшті. Және видеода каналдарыңыз бар? Ютубта сабақ береміз, видеолар шығарамыз. Бұйырса осы Рамазанға 30 күнге 30 видео дайындап қойдық. Точнее 25 уже иншалла дайын. Қалған 5-ін бітіреміз И бұйырса 30 күнге 30 видео болады да. Машалла, күшті. Істеріңізге Алла береке берсін. Әмин. Күшті. Ағай, осы біздің подкасттың атауын Рамазан армандар орындалатын ай деп атағым келіп тұр, подкасттың атауын. Әлбетте ойлаймын да, армандарды орындайтын асылында Рамазан айы емес, сол айдың ішіндегі Аллах тағаланың мейірімі һәм құлының құлшылығы. Енді сұрақ мынадай да, осы армандар орындалатын ай болатындай Рамазандағы ең ізгі 3 амал қандай болу керек? Бірінші дұрыс таңдау керек сияқты. Сен логиканы әдемі аштың негізі бар ғой. Правда, ашып келе жаттың да ортадан бұрылып кеттің. Ортадан бұрылып кеттің ба? Шынымен Рамазан, так-таковой Рамазан да. Құдай тағала оған сондай потенциал берген. Мысалы айтайық, ет. Ет жесең қарның тояды ғой. Қарынды тойдырған Алла ғой, ет емес. Но таки еттің себебімен де. Түсініп алдың ба? Тура сол сияқты Рамазанға Алла тағала белгілі бір сипат берген. Да, ол армандарды орындайтын да Алла, дұғаларды қабыл ететін де Алла, но только Рамазанның сипаты бар да сондай. Рамазанның себебімен. Түсініп алдың ба? Еттің себебімен қарын тойған сияқты Рамазан себебімен ол болады. Еттің себебімен шөл қонбайды. Тура сол сияқты Рамазанда белгілі бір потенциалы бар. Алла тағала шынымен Рамазанға сондай бір кең дүние берген, кеңшілік берген. Рамазанда көп нәрсе бар. Мысал айтайық. Рамазанға тіл бітсе. Қиямет күні Рамазан мен Алла тағаланың ортасында диалог болса дейді, условно. Құдай сұраса, Рамазан, мен сені Рамазан етіп жараттым ғой дейді. Мен сені адамзатқа жібердім Рамазан етіп. 2022 Рамазан әңгіме айтшы қалып етті десе. Менің ойымша Рамазан жылайтын сияқты да. Рамазан жылайды. Алла дейді, сен мен жараттың дейді. Нереально көп потенциал бердің маған дейді. Но мұсылмандар мені по достоинству не оценили дейді. Хақымды біле алмады дейді. Олар сол бәрі, сол әлі Рамазан өтірік ашығу деген оймен жүр деп Рамазан ренжитші бізге. Негізінде вопрос исламда емес, вопрос Рамазанда емес, вопрос бізде да. Шынымен Рамазан армандарды орындайтын ай дейсің ба? Конечно, ондай сипаты бар оның, Алла тағала берген. Правда, біз оны бере алмағанбыз да. Да, сен атаумен атағансың, но беруден сен өзің де күмәнданатын сияқтысың да артында. По сути, да, сену керек. Ол үшін не істеу керек?
сен 3 амал дейсің. Мен айтпаушы едім олай 3 амал депші. Одан да көп. Біріншіден бөліп алайық, да? Рамазанды Рамазан еткен не? В чем суть Рамазана? Құран. Құран түскен ай себебі. Да. Вопрос осы да. Көп адам шатастырады, Рамазанды ораза айы деп ойлап қалады да. По сути, ораза айы емес Рамазан. Рамазан Құран айы да. А ораза сол Құранға бір рахмет айту үшін бір ғибадатымыз да, Құдайдың алдында. Көп ғибадаттың ішіндегі бір ғибадатымыз. Да. Зікіріміз бар соның ішінде, как бы, не знаю, сәресіміз бар да. Бәрі ораза. Ораза отдельный ғибадат. Понедельник, четверг ораза ұстасаң да ол ораза болады да. А Рамазан өзі отдельный бір супер уақыт та, нереально супер уақыт та. И Құдай тағаланың хикметі отдельно мощный ғибадатты ораза сияқты, отдельный супер уақытты Рамазан, Құранмен нұрланған уақытты миксовать еткен да. Біздің қазіргі Рамазанымыз миксованный негізінде. Екі түсініктен. Ораза деген ғибадатпен, Рамазан деген уақытпен. Берекелі уақытпен, точнее. И осы екеуі миксованный ортада біз қасиетті Рамазан айында мұсылмандар ораза ұстайды. Осылай бір қалыптасты да. Енді Рамазан, ораза понятно. Рамазанда не істейміз? Ораза ұстаймыз да. Тағы не істейміз? Ол бізге байланысты сияқты да. Ол примерно былай да. Кімнен қай жері қышып тұрса, сол жерін қасу керек қой. Қай жерінде дерті болса. Қай жері ауру болса, сорға там удобрение беріп дегенде, дәрі беріп дегенде. Рамазанда тура солай да. Мен айтар едім, әр адам персонально өзі нәрсе қою керек. И приоритетті өзі қою керек. То есть мен үшін не Рамазан деген сұраққа жауап берейікші. Рамазан мен үшін не? Рамазан мен үшін күнә кешіретін ай. Реально біз адамыз, күнәміз бар. Өйткені хадис бар. Мән қама Рамадан иманан уахтисабан ғуфира лах деген. Кімде-кім оразаны хаққысын беріп ұстаған болса, бұл уақыт өткізсе, Алла Тағала күнәсін кешіреді деген хадис бар. Кешірім айы Рамазан. Кешірім айы. А бізде бәрімізде күнә бар. Однозначно, өйткені біз адамбыз. То есть адам болу уже күнәһар деген сөз ғой. Түсіндіңіз бе? Өйткені пештеміз біз ғой біз. Өйткені любой адамда қателік бар. Қателік жоқ, адам жоқ. Адамда, значит, қателігі бар. Бәрімізде бар. То есть в зависимости от процентаж ол бөлек дүние. Но факт то, что ол бар. Әулиелерде керемет тақуа жандарда. Олардың қателіктері былай қара. Мынандай қағида бар. Хасанатул аброр сайятул муқаррабин деген. Жақсылардың жақсылығы әулиелерге күнә да. Мысалы, аптасына бір күн тахажжуд намазына тұрсам, мен сауап аламын да. Әулие аптасына 5 күн оқитын адам 4 күн оққасы күн алады да. Оған 5 күн оқу керек та, оның уравненіне. Түсіндіңіз ме? Оның қателігі қандай? Оның қателігі біз үшін сауап еслече. Ол біздің істеген қателігіміз оғанда қателік деген сөз емес. Әулиелердің қателіктері біз сияқты простой мұсылмандардың жақсы амалдарымыз оларға қателік саналуы мүмкін да. Өйткені уровеньдер бөлек та. То есть высшая лига, премьер-лигадан там 2 гол салып мәз болса, айтасың ғой, сен премьеркадасың, сен вышкасың, сен минимум 10 гол салу керексің. Сол сияқты әулиелер, мен аптасына бір күн тахажжудке тұрсам сауап алам, а оларға қателік болып саналады. Өйткені ол әулие, оған как минимум 3 күн тұру керек та. Түсіндіңіз бе? Мысалға бізде мектептегі система сияқты ғой, мысалға үздік оқушы бір есептен қателесіп кетсе, оған бір қателік сияқты. Бірақ 4-ке оқитын адамға ол жақсы, ол есепті тырысқанның өзі тіпті керемет. Жақсы көрсеткіш. Руханиятта да сондай бар. Қағида бар. Хасанатул аброр сайятул муқаррабин. Жақсылардың жақсылығы әулиелерге қателік болып саналады. Бұл хадис па сонда? Қағида. Бұл қағида. Жалпы қағидалардан тұрады ғой ислам. Енді сонда барлық адам күнәһар деп айтсақ болады. Жоқ, күнәһар деген кезде бәрімізде қате бар. Қателікте ешқайсымыз айырылмағанбыз. То есть қателіксіз адам мүлдем болмайды қияметке дейін. То есть 100 миллионный мере қателеседі, күнә аламыз. Үлкен кішкентай ол бөлек дүние. Ол уже бар факт. Значит, Рамазан мен үшін күнә кешіретін ай. Хорошо? Күнә деген бір жүк қой негізінде. Жүк қой, асқазанға бір 1 килограмм тассақ қойсаң қиын ғой. Сол сияқты да. Постоянно арқанда рюкзакпен жүрсең ауыр ғой. Күнә деген сондай рухқа сондай жүк та негізі. Біз оны ощущать етпейміз, не всегда ощущать етеміз, но на самом деле ол солай да. Күнә біздің жүрегімізде латаев деген сезімдер бар ғой. Соның бәрін бүйтіп тұмшалап қояды да, татпастырып жібереді. Бүйтіп жүк болып тұрады да. Егер одан айырылсақ,
фук деп демалып жеңілдей қаласың да. Вот сол кезде мынандай күнә деген жүктен айырылған кезде адамдар нереальный потенциал ашылады да. Өйткені күнә денеде болған кезде ой да келмейді, идея да келмейді, илхамға да ашық болмайды, там нормально жылай алмайды да Құдайдың алдында. Как бы көп нәрсе болмайды. Туыстық қарым-қатынас, бала тәрбиесі, там не знаю, баламен ойнаған кезде тур сезімдеріміз дұрыс емес. Не күнә ұстап қалған да сезімдердің бәрін. То есть күнәнің нереально көп зияны бар да біздің организмімізге. Ол физикалық организмімізге, денемізге де әсері бар, даже руханиятымызға әсері бар. Настроением болмайды, там не знаю, күнәдан кейін бітті, ішкі дүниең бұзылады, ішкі дүниең бұзылса сен физически ауыра бастайсың, иммунитетің түсіп кетеді, көп әсер етеді да. Значит, Рамазан күнә кешіретін айда керек та. То есть біреу вообще айтады, менде күнә жоқ, маған ондай емес, ол проблем жоқ. Но мен ол универсальный деп сұрағаннан кейін айтып тұрмын, Рамазан және мен үшін Құран айы да. Өйткені Құран түскен ай, по сути, Рамазаннан екінші аты Құран да, Құран айы ғой. Ораза айы емес, Құран айы. Значит, бұл айда Құран оқылу керек та негізі. Құранмен диалогқа түсу керек. Не просто так зыр етіп оқи салу. Оның деңгейлері бар. Бір бет арабша оқысаң, бір бет қазақша оқы, ойланып кішкене. Ішкі сезімдеріңді ашып, өйткені нәпсі әлсірейді ғой оразада. Нәпсі әлсіреген кезде руханият өседі. Вот сол кезде Құранмен настройка істеу өзіңді. Вообще мощно. Құран аятын кіргізу керек өмірге да. Рамазанда ол фук өтіп өтеді да, как болмасын. Қазір бір осы жерде сұрақ қойып жіберейінші, қалай кіргіземіз Құран аяттарын жүрегімізге? Жоқ, ол оңай ғой. По сути, как оңай, қиын. Біз біріншіден Құранды оқып үйреніп алайық. Кіргізу ол амал ету деген сөз ғой. Бір аят оқып қалдым да, түнде ғибадат еткендер, опа, мен осы аятқа амал еттім керек. Давай амал ет. Значит, ол амал сенің өміріңде бар. Сенің амалың Құранның аятын отражать етеді. Түсіндіресіз ба? Енді бүткіл 100% аятты мүмкін емес отражать ету. Өйткені уақыты бар, там ситуативный аяттар бар, временный аяттар бар да. Оларды емес, абсолютно мынандай көркем мінезге байланысты аяттар. Жақсы көру, ренжістік кешіру, мейірімділік, не знаю. Осындай көркем мінезге қатысты аяттарды ақырындап кіргізсек, и оны да біз Құраннан таппаймыз. Біз просто Құран оқиық, өзі сіңеді. Сіңеді ол, жай сіңеді. Тәпсірлерін оқу, оқу керек, міндетті түрде аудармасын оқу керек. Тактиковый тәпсір жоқ, но аудармаларын оқу керек біздер. Неме, қазақша жоқ, полноценный тәпсір. Бірінші күнә кешіру, екіншісі Құран айы, үшіншісі Құран мен үшін не? Рамазан айы да. Рамазан мен үшін жаман әдеттен айырылатын ай да. Өйткені жаман әдет бар ма? Бар, в той иной мере бар. Әрқайсысындікі по-своему да. Түсіндіре алдың ба? Значит, бұл Рамазан ай нәпсіні әлсіретеді ғой. Нәпсі әлсірейді. Рух асқақтайды. Сол кезде кейбір әдеттер өмірге кіргізу оңай болады да. Бұрында жақсы әдетті өміріме кіргізейін десем, нәпсім қарсы қырсығатын да, кіргізбейтін. Қазір тұрса әлсіз ораза ұстап бүйтеді, мүләйімсіп отыр ғой. Нәпсі істеймін, давай, брат деп тұр, нәпсі қазір послушный болып тұр да. Аш әлсіз бейшара болып, Өйткені нәпсіні ораза сияқты тәрбиелейтін вообще ғибадат жоқ та. Даже намаз олай әсер етпейді да, нәпсіге ораза сияқты әсер етпейді. Значит, жаман әдеттен айырылып, жақсы әдеттерді қалыптастыру. То есть ол мышленияда болуы мүмкін, ол физиологияда болуы мүмкін, ол бір ғибадат форматында болуы мүмкін, немесе әрқайсысынан бір әдеттен болуы мүмкін. Принцип ол әр адам өзі несі. Точнее, менде өзім списогым бар, как бы подготовка к Рамазану да. Қандай мен не істеймін деген не бар. Соның ішінде осылар бар. То есть сіз айтпақшы 3 пункт, маған, наверное, бірінші 3 пункт осы үшеу. А потом последующий бар ма? Последующий менде әлі 10 пункт бар да. Резече да. Көп менде. Рамазанға планым көп. Енді ол зачем үшпен нетіп, Рамазанда Құдай тағала нереально потенциал берсе, давайте бәрін пайдаланайық. Рамазанды ренжітпейік та. Өйткені Рамазан ренжиді ғой, айтады ғой, мұсылмандар мен хақымды бермедіңдер, түсінбедіңдер деп ренжіп қалуы мүмкін ғой. Давайте ренжітпейік. От души қолданайық Рамазанды. От души прям. Тағы не бар? Туыстық қарым-қатынас жақсарту, да, еске сақтау қабілетімді күшейту, там, не знаю, зікірімді арттыру, салауатымды арттырамын, там, не знаю, сезімдерімді регулировка істеймін. Қандай не бар да Рамазанда? Тағы не бар? Давай, сен проблема. То есть көп мағына беретін болсақ, Рамазан в принципе солай ашылады. Рамазанның потенциалы бізге ашылады. Құдай тағала сонда қабілет берген. Біз ғой просто ашамайтын да.
Так біздің отношениямыз дұрыс емес та. Біз Рамазанды просто аштықпен ғана шектеп қойғанбыз. На самом деле аштық, ол аш болу, ол только вход қой, табалдырық қой Рамазанның атмосферасында да. Рамазанда рамазандануға аш болсаң ғана соның атмосферасына кіре аласың. На самом деле Рамазан сол кіргеннен кейін ар жағында ашылады да. Біз сол табалдырықты Рамазан деп қойғанбыз ғой ораза ұстауда. Негізі ол полноценный Рамазан онымен шектелмейді. Ол только бисмилля ғой вступление. Күшті. Сонда Рамазан өзінің де бір потенциалы бар. Алла тағаланың мейірімі де бар. Және оның ішіндегі құлшылығымен де ол Рамазан болады дейсіз ғой, иә? Және де бір самап қорытындылап кетейін. Бірінші, әрине ол шексіз, Рамазанның потенциалы шексіз, бірақ Рауан ағайдың топ 3 атауы Рамазанға ең бірінші ол кешірім айы. Топ 3 аз сияқты, топ 10 айту керек қой. Топ 10. Давайте онда ағай топ 10 айтайық. Әр адам, мен бағана кіріспеде айттым, әр адам өзі ауырған жерін қасу керек. Түсіндірдің ба? Мен үшін Рамазан топ 10 қандай? Өйткені ол менің проблемам шешеді да, түсіндірдің ба? Мен өз проблемаларым бар, и сол проблемалар осы Рамазанда шешкім келеді. Значит, мен топ 10 менің проблемама қарағанда, возможно, ол жетеуі сізге келмейді. Түсіндірдің ба? Жақсы. Сол сияқты бір дүниеде просто әр адам өзі сұрақ сұрасын. Рамазан мен үшін не деген? И соған жауап берсін. 10 пунктпен. Да, там, не знаю, менде план бар тағы. Денсаулығын жақсартамын деген шын. Не мысалы, қазір аузы айтпай ақ қояйын да. Мен радикально ораза ұстаймын да, кейде аузы ашпай да. Қазір менде омолаживание организма деген процесс қой. Өйткені реально 2-3 сутка организм тамақ жемеген кезде бізде қарын жоқ қой. Асқазан бүткіл қорытады, шекке лақтырады. Шек бүткіл витамин сіңдіру керек. Просто физически үлгермейді, шек сіңдіріп, алады, сінеді, и потом қарын шығып кетеді. Жоқ, менде онда грех жаловаться жоқ, но вообще болмасын деймін да. Значит, шектегі болған шлактар бар да, бізде қорытылмай қалған. Осы Рамазанда ол қорытылсын деген ниетім бар да. Ну, как бы мақсат емес, ну, вообще, как бы бәрі ашық жүрмін ғой, в чем проблема? Наға қорытылсын. И сондай да бір ниетім бар, физически здоровый болу. Физически омолаживать ету организмді да. Егер шынымен ұйқың қана бастайды, организм қан айналымы дұрыс бастайды, там бауыр бүткіл физиология дұрыс жұмыс істей бастайды да ораза кезінде. И соны фиксировать етіп алу керек. То есть мен ондай да планым бар да, а біреуге ол жоқ, наверное. Сол сияқты әр адамның өзінің сұрағына, өзінің қандай проблемасы бар, соны емдеуге бағытталған сұрақ қой бұл. Онда әркім өзі ойлансын. Өзі ойлансын, өзі сондай мағына берсін. Өзі бір керемет атау берсін дейсіз ғой. Күшті. Енді келесі сұраққа өте берсек болады ғой, адам өмір бойы армандарына ұмтылады, иә? Мұсылман үшін ең үлкен арман не болу керек? Өмірде қандай армандар жолында арнау адамды шынайы бақытқа жеткізеді? В принципе, да, арман деген түсінейік бұны. Мұсылманшылықтан айтып қой, да? Иә. Сол призмадан. Енді бұл жалпы адамның жаратылысында да бар, ол мұсылманшылық емес, но изначально мұсылманшылықта да ол бар. Қай уақытта адам эгоистичный өмір сүреді, ол бақытты өмір сүрмейді. Ең депрессияға көп бататын адам эгоисттер ғой негізі. Значит, адамның ішкі проблемасын қазіргі психологияда айтып жатыр ғой, басқа біреуге көмектесті. Там тісін ауырып тұр ма, не знаю, там стоматологияға барып тіс ауырған кішкентай қыздарға көмектессең, қояды. То есть сенде қандай проблема бар, қоғамның сол проблемасы сенде ол бар. Енді мен кішкене тереңірек айтып тұрмын. Дұрыс түсіндіріп. Өйткені кішкене ар жағынан айтпаса, как бы таяз боқылады жой. Значит, мұсылманның арманы әу бастан біреу. Енді сахабаларды, әулиелерді айтқан ғой, как бы мұсылман жәннатқа кіру үшін бір нәрсе істемейді. Жәннат прям ондай нәрсе емес дейді, что сол үшін бәрін арнау. Қалай сонда? И тозақтан қорқып та мұсылман мотивироваться етілмейді. Тозақта сондай бір қорқынышты емес, что ол үшін өміріңді арнау как-то. Екеуі де материально дейді. А изначально одан да үстем нәрсе бар дейді, ол Алланың разылығы дейді. Алла разы болса, бонусымен береді жәннатты, мейірімімен тозағынан сақтайды. Түсіндірдің ба? Не то, что ол жәннаттан қызықпаймыз, жәннатқа тозақтан қорықпаймыз да. Құранда көп айтылған, жәннатқа қызықтырады. Да, ол біздің ішкі сезім деңгейінде да. Тозақтан қорқамыз да, только ішкі сезім деңгейінде. Но только ол абсолютно мотиватор емес та. Не үшін өмір сүремін да, жәннатқа кіру үшін.
ну как-то мелко. Да. Иә. Егер сол болса да мақсаты ғалымдар айтқан ғой солай. Что-то кішкентай арман дейсіз ғой. Да, үлкен негізінде на самом деле. Но только оның өзі Құдайдың разылығымен салыстырған кезде төмен да. Өйткені абсолютно адамның жаратылысы Құдайдың разылығында. Егер Құдай разы болса бар ғой, бәрі бола ғой. Вообще 100% бұл дүниеде ақыретінде бәрі шешіледі ғой, Құдай разы болса. Но олай болса Құдайдың разылығы үстем нәрсе болу керек бізде. Ал енді оған баратын жолдар бар. Ол айта салу оңай ғой Құдайдың разылығы да. Құдайдың разылығына апаратын мировой практикада, то есть өмірімізде жолдар бар. Құдайдың разылығына қандай амал тез апарады. Ну, понятно, Рамазанда ораза ұстау апарады да. 5 парыздың бірі. Басқа. Өйткені бізде проблем қандай? Сен атың не? Жаннұр да? Короче, Жаннұр. Біздің проблем қандай? Біз не істейміз? Біз исламдағы ғибадаттың анықтамасынан қате кетіп қалғанбыз ғой. То есть Құдайдың разылығына ғибадат апарады ғой. Ғибадат не? Ғибадат ораза, ғибадат намаз. Ну не только. Түсініп алдың ба? Екеуміздің қазір сөйлесіп отыруымыз бұл ғибадат. Түсініп алдың ба? Біреудің бала тәрбиесі ол да ғибадат. Дұрыс азық дайындау бисмиллямен ол да ғибадат. Қарашы, дүниеде ғибадат емес нәрсе жоқ та. Жуыну ол да ғибадат, жұмыс істеу ол да ғибадат та. Туыс қарым-қатынас ол да ғибадат. Егер ниет Алла разы болса. Ниет Құдай үшін. Мен мысалы қара, не үшін пайдалы болсын деп келдік, ол да ғибадат та. Егер рисовка үшін болса, ол да күнә да. Рисовка? Мақтану үшін. Сен ондай жаргонды білмейсің ба? Кішкентайсыңдар әлі. Мақтану деген сөз ғой, рисоваться глаголынан туындайды. Енді қара, ғибадат Құдайдың разылығына апарады. Енді ғибадаттардың өз классификациясы бар да. Деңгейінде қажылық уақытына қажылық жасау өте жақсы да. Құрбан периодында құрбан шалу вообще супер да. Оған жететін ғибадат жоқ. То есть 3 күн құрбан уақытында там не знаю бір қой $100 тұрады десек, а сен аласың да миллион теңгелік садақа бересің, а сен бір қой құрбан шалған сияқты сауап аламайсың да. Неғып бүйткен ол уақытта құрбан шалу керексің да. Сол уақыттың миы сол құрбан шалуда. Рамазанда ораза ұстау керек, түсініп алдың ба? Не только там Құран оқылу керек, садақалар берілу керек. Өйткені ол сондай айда. Түсіндің ба? Таң намазында сен 5 намазында оқи алмайсың, өйткені ол уақыты бар да. То есть әр ғибадаттың өзінің периоды бар, сезоны бар. Уақыты бар, мекені бар. Мекені бар, ол қатты рөл ойнайды. Ал енді абсолютно ғибадат бар ма? Мен такой 5 парыздың арасында айттық қой. Тек бар ма абсолютно ғибадат? Бар. Абсолютно ғибадат альтруизм дейді. То есть елдің мүддесі үшін өмір сүру, ол үшін сен ұйықтасаң да сауап аласың, ғибадат да. Ол үшін сен жұмыс істесең де, тыныс алсаң да, не знаю, тренировка істесең де, казалось бы өзінен елдің дерттен жүрсің да сен. Елге пайдалы болғың келеді да. Сол кезде сен адамның үстем арманы елімнің бір проблемасын шешіп кетем деген болса, онда шынымен Құдайдың разылығына апаратын қысқа жол да сол, қысқа маршрут болса. И что интересно, психологиялық тұрғыдан адамға ең комфортный состояние біреудің проблемасын шешу процесі дейді ғалымдар. Сен қай уақытта нормально сезінесің, қай уақытта өзіңді пайдалы сезінесің ғой, кайфовый сезінесің да. А қай уақытта өзіңді жақсы сезінесің, и сен өмірің жақсы да. Қай уақытта сен пайдалысың. Сен біреуге көмектесеш, рахат болып қаласың ғой, тура сол сияқты. Біреуге пайдалы деген ойдың өзі адам заряжать етеді да. А бұл состояние, мен айтар едім, многого стоит. Ол үшін пайдалы болуға тырысу керек да. И ол сезім постоянно болады. И біздегі стресстер сол уақытта кетеді. Қай уақытта біз біреудің проблемасын шешсең, отражаться ететін сендегі сол проблема өше бастайды да. То есть біреу жылап отыр да, сен оның көзінің жасын сүрттің, сен де жыламайсың да. Ол проблемаға Құдай алып тастайды ондай сезімдерді. Не бүйткен сен шешпедің біреудікін. Награда ретінде, Да, ол как-то сондай ғой. Бәрі взаимосвязано ғой да. Бұл өмір сондай да. Сосын психологияда бұндай бар екен да, депрессияда болған адамдарға былай айтады, біреуге көмектес. Вот. Біреудің проблемасын шеш. Вот. Айттым ғой, бағанағы эгоисттар депші, осы проблемаға тыс қала беретін. Проблема сонда ғой. Қай уақытта біз замыкаться етеміз, сол кезде бізде проблема басталады. А замыкаться ету, это не по-мусульмански. Негізінде мұсылман ондай емес қой, мұсылман ашық да.
андай что-то брат деу керек қой. Демане, давай істейік, бір нәрсе көрейік, амалдайық, енді нәтиже алладан көрейік деген сияқты. Жылы лебіздің өзі чего стоит көп. Иә. Сіз айтасыз ғой, пайдалы болу, жалпы альтруизм деген жить, чтобы другие жили, басқалар өмір сүрсін деп өмір сүру. Сосын андай бар да, жаңа ойлайсыз ғой, так, мен альтруизмді ұстанайын, так, енді мен қалай пайдалы болам? Енді сіз пайдалы болу үшін бір жақсы тұлға болу керексіз, бір дамыған тұлға болу керексіз да. Осы кезде қайтып басталады тұлғалық даму, жеке өз басымызда нишанды табу. Нишан табу деген темалар осы жерде басталады. Енді қараңдар, пайдалы болу, қоғамға пайдалы өмір сүру мақсат десек та, өзіміздің арманымыз да елге пайдалы өмір сүру, просто өлгеннен кейін артынан қарғыс айтпасын, как минимум да, ұят болмасын. Құдай адам болып жаратқан екен, хайуан сияқты өмір сүру өте ұят қой. Сол себептен адам сияқты өмір сүргім келеді. Ал адам сияқты өмір сүру пайдалы болу деген сөз да. Енді осы жерде сұрақ туындайды, қалай пайдалы боламыз? Құдай тағала по сути бар ғой, бәрімізге әділ ғой, кең. Бәрімізге бір қабілет берген. Сенікі по-своему, менікі по-своему да. Бәрімізде бар. Қабілет жоқ, адам жоқ по сути. Бәріне бір потенциал берген. Бәрімізде бар. Каждыйымыз сол призма арқылы қоғамға нереально қатты пайда келтіре аламыз. Түсіндіңіз ба? Возможно, мен строитель сияқты қатырамаймын. Мен түсінбеймін да көп нәрсені. Түсіндіңіз ба? Түсіндім. Но мен өзіме Құдай берген бір қабілеттер бар да. Мен соны дұрыс қолдансам, оны дұрыс қолдансам, онда сонымен көп пайда тигіземін да. Нежели өзімді қинап там стройкада жүргенде да. То есть әр адамға Құдай тағала белгілі бір қабілет берген. Ол қабілетке қоғам мұқтаж на самом деле. Правда, біз оны бере алу керекпіз да. И сол форматта өмір сүре алу керекпіз. Енді қабілет деген там біреудікі спорт делік да, біреудікі там сөйлеу делік. Но не только. Біреу просто әдемі тамақ істейді да. И содан ләззат алады да. Ол давай соны жақсылыққа айландырсын да. Я не знаю, үйінде там тамақ істеу қабілеті тасып бара жатыр там. Аптасына бір күн тамақ істеп студенттерге апарып берсін. Үйге қонақ шақырсын. Да, қонақ шақырсын да. Енді білмеймін ғой. Ол сондай бір кайфовать ететін эстезиясы бар да. Ол сонымен дамытсын, сабақ берсін. Студенттер шын айтамын, қазір тамақ пісіру білмейтіндер бар да. Соларға сабақ берсін. Проблема не? То есть любой нәрсе монетизировать етуге болады. Не то, что материально, а сауап форматно имею в виду. Ақшаға емес, сауапқа. Вот как раз таки ол біздің арманымыз десек елге пайдалы болу, ал енді наилучший форматта қалай пайдалырақ болам, оны әркім өзі шешеді. Мен мынаны істесем пайдалымын, а мынаны істесем пайдалырақпын. Значит, мен қайсын таңдаймын? Мен, конечно, дұрысырағын таңдаймын да. Өзінің таланттарына сәйкес, қабілеттеріне сәйкес. Ақылдасу керек осы арада танитын адамдармен. Өйткені таныстар саған көп нәрсені айтып береді. Возможно, мен о себе в таком мнении, мен сондай шығармын. На самом деле ондай емеспін. Я так думаю. А сырттан бақылау бөлек дүние да. Бөлек, иә. Сырттағылар айтады, олай емес дейді. Сен қателесесің, ол нормальный нәрсе да. Реально мен қателескенде орада. Иә. Осы жерде жаңа тамақ пісіру деген нәрсе айтып кеттіңіз ғой. Маған бір рет құрбым сұрайды да, мен ол күшті андай клубника в шоколаде дейді ғой, сондай жасайды. Бірақ мен істің бастайын десем, қорқамын дейді да. Проблема. Иә, проблема да, то, что мен айтып жатырмын да, бұл жерде өзімде де кейде болады. Аллах тағаланың берген қабілетін андай обесценивать етеміз да, игнорить етіп жүреміз да. Дұрыс емес сияқты. Негізі кеше бір прямой эфир болды бізде. Кеше ме алдың күні ма? Көрдіңдер ме? Как раз таки осы қорқақтық, сараңдық, осы дұға ғой. Соның адамды қалай парализовать ететіні туралы. Түсіндірдің ба? Иә. Бұл негізі парализовать етеді ғой сені. Әрекетсіздікке апарып тастайды да. Иә, дұрыс. Сонымен әрекетсіз қаласың да, сен қорқу деген іштен парализовать етеді. Бұл айтқан кезде физически не болғанымен сен рухани салсың да. Сен өзің выборында сал болғансың да, парализованный. И бұны түсіндірген прямой эфир бар деп рекламасын істейік та. Алдың ғана болды, пайдалы, қараңдар. Пайдалы болса, как раз осы дұғаны разбирать еткенбіз. Сіздің парақшаңызда? Жоқ, менің емес, Қуаныш Шонбайда. Как раз сол шақырған осы дұғаны түсіндіруге. Ол ғылыми жақтан ашықтады, мен молдалық жақтан ашықтадым. Думаю, как бы пайдасы тиеді. Күшті. Бисмилля. Енді келесі сұраққа көше берсем болады, иә? Мындай нәрсе бар ағай, Рамазанда дүниелік һәм ақыреттік амалды арттыру керек, береке бар деп айтады да.
мақсаттарға жетуге бір тамаша мүмкіндік. Бірақ біз андай әлсіз бір аш жүреміз ғой енді. Сондай адамға қалай тиімділікті арттыруға болады, осы берекенің тиімділігін? Жоқ, ау бастан сұрақ дұрыс емес сияқты. Сұрақ дұрыс емес. Кім айтты, что аш адам әлсіз болады, тиімсіз деп? Наоборот, мен айтар едім. Хорошо. Менде организмді асқазан ең көп энергияны құртады. Тамақ қорытуға. Условно айтайық. Там менде 10 килограмм энергия бар болса, по факту солай. Құдай тағала күніне маған 10 килограмм энергия береді. Соның 2 килограмм асқазан тамақ қорытуға жұмсайды. Оразадан мен плюс 2 килограмм энергиям бар ғой. На самом деле адам мында проблема да. Баста, адамның басында, миында. Мен ашпын, мен әлсізбін деп ойлайсың ба? Болды, короче, сен ашсың, сен әлсізсің да. Түсіндір алдың ба? Бұл бір еще kind of дұға. Дұға болып кетеді ғой, содан кейін шайтан да сені сөйтіп азғырады ғой. Сен что-то әлсіз болып қалдың деп. Адам әлсіремейді емес, адам әлсірейді, ол нормально. Енді кешке дейін жұмыс істей алмайсың ғой. Физически имею в виду, ауыр так стройкада. Мен оразада көрдім де, кішкене ауыр жұмыс істеп, шынымен шаршап қалады екенсің да. Шынымен кәдімгідей шаршайсың, өйткені реально энергия келмегеннен кейін, энергияның көзі асқазан ғой бізде, ол демалып жатыр да. Значит, адам өзі резервындағы энергияны қолданады, а потом шаршайсың, ол заңды нәрсе. Но только ол заңды шаршауға дейін бар ғой, не нәрсе істеуге болады ғой. Бізде мына энергия оразада, мен сізге айтайын, нереально көп шабыт болады да. Как вроде ораза ғой, кім шаршап отыр. Біз да эконом режимға сөйлей бастаймыз. Бұрынғыдай айғайламаймыз, түсіндір алдың ба? Көп артық әрекет істемейміз да. Біз әрекеттің өзін даже ораза ұстатып қойғансың ғой уже. Уже бейсаналы түрде. Қытпай қойшы деп ойлайды. Біз организмнің өзі эконом вариантта режимға көшіп алғаншы. И ол негізінде әлсіз болу деген ол изначально қате түсінік менің ойымша. Бір нәрсе істеу үшін. А ораза шынымен оған үлкен бір есік ашатына барады. Сен жаңа сұрақ қандай берекелі әрекет да? Дүниелік ақыреттік істерді арттыру керек дейді да Рамазанда. Керісінше бізде андай көбісі болады ғой, так ауыз бекітіп аламын, ұйықтаймын, ауыз ашарға дейін сен мен немен деген сияқты. Бұл керісінше да негізі. Проблема ғой. Біздің проблема ол исламдық емес. Ол оразаның проблемасы емес. Ораза айтады, блин, ё-моё. Примерно былай ғой, біздің физический организм бар ғой. Жаңағы мен айтар едім, 3 күн тамақ ішпесек те біз аштан өлмейміз. Біздің ішектерімізде нереально көп шлак бар да. Соны қорытып боламын дегенше 3 күн уақыт кетеді оған. Соған айтайын, бізде запастар көп, өте көп запас бар организмде. Өте көп запас бар негізінде. Біз өзі запастың үстіне жинай беріп, короче, проблема да. Біз неге әрекет ету керекпіз. Енді сұрақ ода емес, ладно, оразада әрекет етеміз. Ал енді берекелі дүниелік ақыреттік дегенде ғой сұрақ. Тиімділікті арттыру осы жердегі. Тиімділікте вообще проблем жоқ, ораза тиімділікті арттырады. Да, бір жағынан азайтады, оған жоқ, әсер етеді, бәрібір шөл деген әсер етеді. Но сондай бір деңгейде емес, критический емес, чтобы нормально, комфортно жұмыс істей аласың бұл состояниеда да. Наверное, там ұйқымен кішкене қиын болуы мүмкін. Но егер шынымен күндіз түсте бір 30 минут тихий часқа көңіл бөлсең, вообще проблем жоқ қой оразада. Жұмыс істеуде, тем более біздің жұмыс не, біз кірпіш тасымаймыз да. Бізге как бы жып-жылы офиста. Да, офиста, там, не знаю, көлеңкеде, кітапте, максимум компьютерге тересің дегенде ғой. То есть бізге вообще проблем жоқ та. Тем более постоянно общениеда сөйлесеміз, сөйтеміз, бүйтеміз. Жұмыстың процесс бізде әңгіме ғой. То есть бізде проблема жоқ. Ал енді берекет мәселесінде әр адам және де айтайын, ол тоже относительно дүние ғой. Біреуге берекетті амал біреуге зиян болуы мүмкін да. Дүниесіне де ақыретіне де. Түсіндір алдың ба? Значит, әр адам өзінің несімен қарау керек. Мысалы қараш, бір интернетпен жақсы жұмыс істейтін адам ақша табады да, оған берекелі дүние тауып жатыр да. Но только біреу бар, оны түсінбейді да. Оған уақыт көп кете қалады оған. Ол негізі басқа қабілеті бар, басқа қабілеті бар. Жоқ, ол мына қабілетті басқа салада бар қабілеті. Олай болса, бұнда біз берекет мәселесін дүниеде материальный берекетпен өлшейміз ғой, ақшамен, теңгемен. Бұны да чуть-чуть надо пересмотреть. Өйткені
не все, что хорошо, измеряется финансом жизнь. Менің как бы жақсы настроением тоже береке да. Түсіндіре алдың ба? Мен баламен бүйтіп таңертең бір прогулка істеп қайтуым или там детский садқа апарып салуым да оны тоже үлкен береке ғой негізі. Как бы многие недооценивают, но на самом деле солай. Бәрін ақшамен өлшеп дұрыс емес дер едім. Ал енді ақыреттік деген кезде бағанағы оң сұраққа жауап берсе, имею в виду Рамазан мен үшін не деген? Оның ішінде де дүниеге қатысты жақтары бар, и ақыретке мысалы дүниеге жақты мен қандай дедім? Мен денсаулығымды түзетемін дедім да, как бы. Ол пайдасы бар ма? Бар да. Ақырет жаққа бар, Құран оқып жатыр да. Түсіндіңіз ба? Әр адам өзі қоятын болса, иншалла дүниеде де ақыретте де алла тағала сондай бір береке компенсировать етеді да. Иә. Сонда қалай тиімділікті арттырмақ керек деген кезде Рамазан онсыз да тиімділікті арттыратын ай. Иә, как бы бұнда және мида бір проблема болып тұр. Мидың бір несін установкаларын дұрыстау керек. Енді қар жауған кезде қармен ойнау керек қой. Жаңбыр жауған кезде қармен ойнаймын деу дұрыс емес та. Жоқ та қар өйткені. Рамазан сол сияқты ғой. Рамазан келгенде жақсылық істеліну керек. Көп нәрсе пересматриваться етілу керек. Рамазан уже заведомо сондай бір берекелі ай ғой, что бұнда профукать бұл берекені өте как бы еще надо постараться. Түсіндіре алдың ба? Сондай бір периодта өте қиын болады да, дұрыс емес болады біз жағымыздан егер не дейтін болсақ. Бүткіл амал мұнда бір іске ғана бағыттауға өте дұрыс емес. Да, ораза бәріміз ұстаймыз, жақсылық бәріміз тырысуға тырысамыз, но жақсылық әр адамның өз деңгейінде по-своему жақсылығы бар. Оны түсінейік, то есть универсальный, абсолютно жақсылық бәріміз оны істейміз, ол Құран, ораза, там белгілі дұғалар, жақсылықтар, но әр адамда персональный жақсылығы бар. Әр адам персональный тиімділігін арттырады. Әр адам өзінің жақсылық келтіретін ракурсы бөлек та. Ағай, мына сіз бір ұйқы мәселесін бір қозғап кеттік қой. Түсте мысалы кәйлуле деп атайды ғой. Бір 20 минут, 30 минут ұйықтау деген сияқты. Сосын көп адамда осы режиммен бір мәселе болып кетуі мүмкін. Себебі режим өзгереді ғой сәл. Тарауих бар, құптан бар деген секілді, ауыз бекіту бар. Осы 24 сағатты қалай ұйқымызды әдемі етіп 24 сағатты қалай бөлсек болады? Кәйлуледен басқа. Ол да относительный сұрақ. Өйткені әр адам табиғаты әртүрлі, физиологиясы әртүрлі, денсаулығы, шыдамдылығы әртүрлі. Мысалы, кәйлулені мен білемін. Но только мен кәйлуле істей алмаймын вообще. Жоқ, сіз кәйлуле айтқаныңыз жаңа кәйлуле. Жоқ, мен айттым ғой, но только мен практиковать етемін деген сөз емес қой. Мен практиковать етпеймін оны. Мен айтамын, өйткені ол бар дүниеде. Но только мен оны істей алмаймын. Мен кәйлуле жарты сағат ұйықтасам, мен түнде ұйықтай алмай қоямын да. Проблема болады бұл. Значит, маған түнде ұйықтаған выгодно. Түнде ұйықтау үшін мен күндіз вообще ұйықтамау керекпін да. Шын. Күндіз мен жарты сағат ұйқым болып қойса, онда мен түнде ұйқым ашылады. Онда проблема болады. Маған выгодно тарауықтан кейін айланып түсіп. Ұйықтап қалуда сәлесіге дейін. Өйткені таңертең жұмыс бар. Мен тарауықтан кейін жатып қалуым үшін күндіз мен вообще ұйықтамау керекпін да. От души шаршау керек. Да, күні бойы жұмыс, кешке тарауық, и потом уже қайтып келген кезде физически адам шаршайды, әлсірейді, ұйықтайсың да нормальный законда. Иә, законда. Кейбір адамдар олай емес. Біреулер бар, 30 минут ұйықтап алса, прям жақсы болып жетті. Күндізгі там түстен кейінгі жұмыстарына. Мен не то, что там эффективностім төмен түсіп кетеді или артып кетеді. Жоқ, но мен ұйықтау, мен жеке табиғатым ондай емес. Мен тырыстым қанша рет. Там оразада болсын, оразада емес болсын да. Ұйықтаймын, проблема жоқ, ұйықта қалам. Но проблема соңғы 2 күн есім жинай алмаймын да. Мен бүгін ұйықтасам, бүгін түнім кетеді. Түнім кетсе ертең таңертең мен ұйқым қанбайды. Ертеңгі күннің жұмысын берекелсіз өтеді. Потом оны түзеу үшін тағы бір күнім кетеді. То есть мен бір күн кәйлуле істеймін деп 2 күн құртам да. Түсіндіре алдың ба? Иә. Лучше мен бір күн ұйықтамай ақ қоямын, но всегда бір режиммен өмір сүре берейін. То есть ерте тұрып, ерте жатып. Әр адамға әр адам әртүрлі. Но кәйлуле ол законы жақсы дүние. Ұйықтай алатындар ұйықтасын, тынықсын. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сүннеті. Ол ғылыммен де дәлелденген өте пайдалы. Но только мен өзім жеке бір табиғатын бөлек кішкене. Иә, күшті. Әр адамдық әртүрлі да. Адам өзіне қарасын дейсіз ғой. Рахмет. Ағай, енді қараңыз, келесі сұрақ мындай. Дұрыс тамақтану адамның өзін жақсы сезінуге, сапалы энергия жинауға көмектеседі ғой. Енді ауызашармен сәресінде қалай дұрыс тамақтануға болады? Қалай тамақтанған абзал? Енді мен бағана айттым ғой, мен радикальный ораза ұстаймын деп.
Соны ашықтап кетесіз ба? Қандай Мен сонда? ауызашар істемеймін, просто су ішемін болды. Ауызашарға су ішемін, құрма жеймін болды. Ну, максимум Тамақ алма жеймін. жеймін. Тамақ жеймін. Зачем? Қарашы, мен мысалы ауызашар ішкен жоқпын кеше да. Сол қалай жүрсіз деп па? Жоқ, вот проблема сонда ғой. Айтып тұрмын ғой, менде бір ауырлық сезім болады. Не знаю, как бы ашықпайсың. Ну, как бы ашығасың ғой, сезінесің. Но только ойлаймын, так Роман, мен бүгін тамақ ішпесем, мен ішіндегі энергия қорытылып, ішектеріндегі бәрін шлактарды қорытуға жете ма? Жетеді да. Адам өзі пикиуын білу керек қой, физический интеллектісінші. Мен физикалық денсаулықпен, интеллектпен диалогта болу керек әр адам. Кім айтты, что ладно, мен түсінемін, там Оразан 10 күннен кейін мен бұлай істей алмаймын, ол кезде мен тамақ ішемін шын. Ну, только мен Рамазанға дейін қатырған жоқпын. И, значит, Оразан алғашқы 2-3 күнде точно мен тамақ ішпесем, как бы қиналмаймын. Что интересно. Қызық. Шынымен. А сәресінде? Жоқ, сәресінде іштім мен бүгін. Не іштім. Айттым, так ойладым, бүгін так, бүгін ішейін. А оның алдында сәресінде ішпедіңіз ба? Жоқ, оның алдында сәре ішесің ғой, қатырмайсың. Қараңыздар, сәре ішілу керек. Но только менде тағы бір проблема бар да. Қараңдаршы, логика мынандай ғой. Ауызашарды тыңқиып ішу деген ол изначально дұрыс емес. Сразу айтып қояйын. Мен сияқты ашып жүргендер ол да дұрыс емес. Бұл да өзі такой мен өзімнің нем. Маған ғана қатысты дүние. Бұны көп адам істей алмайды. Да, көп істесе ол дұрыс емес как бы. Мен еще анализ тапсырғанымда денсаулығымды білем, шыдаймын ба, шыдамайын ба. Бұның үшін бұған бір подход керек та, дұрыс, научный. Жөн жоқ бүйтіп ашқа салу ол дұрыс емес деген да. То есть мен организмді білем, анализдерімді білем, как бы мен шыдай аламын, содан кейін кіремін да. Ауызашарда бүгін ғана мен солай істедім. Бүгін кеше ғана емеуді. Бүгін менде ауызашар қонағым бар. Мен молдамын ғой. Мен максимум стараться етемін қонаққа шақырмаған кезде ауызашарды мен салатпен ғана ашуға үйде. Өйткені менде проблема, мен молдамын да. Мен всегда дастархандамын да. Түсіндірдің ба? Ол арада ол избыток энергии да. Не знаю, көп тамақ ішіп қоясың, там, не знаю, анау болады, мынау болады. И ол кету керек та. А менде болады кейде, наверное, Рамазанда 1 күн, 2 күн ешкім шақырмайды ауызашарға да. Үйде боламын да. Сол кезде мен қуанамын негізі. Да, су ішіп, салат жеп болды. Өзім организм қалаған сияқты ауызашам да. Ауызашаға барсаң, ауызашардың иесі қалаған сияқты ауызашасың да сен. Проблема сонда. Да, проблема сонда. Но максимум аз ішуге тырысамын. Аз ішуге тырысасыз. А сәресін дұрыс ішуге тырысу керек. Но онда тоже бір проблема бар, айтайын ба? Мен сәресіден кейін жатамын ғой, демаламын ғой. Значит, мен сәресі ішіп болғаннан кейін жарты сағат 40 минут Құран оқисың, намаз бар, анау бар, мынау бар, сразу жатпаймын да. Өйткені асқазан кішкене қорытылып, несін алу керек. А 6 сағат бірден жатып алсаң, онда таңертең күні бойы быт болып жүрсің да. Проблема біздің энергия әлсіз болуымыз, асқазанның дұрыс диалогта болмауымыз, тамақпен. Егер шынымен тамақпен диалогымызды дұрыстап алсақ бар ғой, дүниемен диалогты түзету оңай ғой. Дүниемен? Вообще рахат қой, ең жақын соблазн тамақ қой. Сен соблазнды сындырып тамақпен диалогыңды реттей алсаң, сен любой нәрсемен диалогыңды реттейсің. Жұмыспен де, там, не знаю. Қызық факт. Мен бір жете естіп тұрмын, именно тамақпен дегенді ше. Солай ғой. Мен тамақпен диалогыңды реттедім да, сен ұйық уақытыңды реттей аласың, ұйқыңды жеңе аласың. Дұрыс болады уже. Да, өйткені тамақты жеңгенсің да. Тамақ деген ең такой слабый нәрсе ғой адамның да. Сен соны жеңсең, одан кейінгі не бөгеттердің бәрін оңай ғой, жеңу да. Вообще проблема жоқ. Сол үшін бір оразаның бір хикметі де осы болар, иә? Миллион хикметін біреуі болуы мүмкін да. Күшті. Оразадан хикмет көп. Күшті. Мындай сұрақ, адам Алланың көркем есімдерінен де үлгі алады. Аллах тағаланың көркем есімдерінен. Мысалы, ас-сабыр есімі бар. Ол сабырлы болуды үйретеді. Осы Рамазанда қандай есімдерді жиі зікір еткен дұрыс, жиі зікір етуге болады? Бұны білмеймін мен, шын айтсам. Мен бұл проблема басқаша шештім. Мен просто күнде айтам, 99 есімім болды. Күнде 99 есім? Күнде айтам намаздан кейін. 5 уақыттан кейін емес, зачастую бір намаз. Кейде 2 намаз, кейде 1. Барлық есімді сөйлетесіз. Өйткені онсыз болмайды ғой, қараңдаршы. Менде сұрақ бар.
нәпсім әлсіреді, рухымды асқақтатқым келеді. Енді рухты дамыту керек қой. Иә. Оған рухани бір подход керек та. Түсіндіре алдың ба? Иә. Мен таспихтімді, құранды, зікірімді осы Рамазанда арттырып жатырмын. Нормально арттырып жатырмын если. Күшті. Сонда есімдерді ренжітіп алмау да керек сияқты да? Бәрін алып керек қой, өйткені бәрі отражаться етеді біздің өмірімізде. Біз бұл осознанно, неосознанно бүткіл сипат Алланың біздің өмірімізде отражаться етіледі. Бәрін айтып жүру керекпіз да негізі. Иә. Шлифовать етіп оның несін, отражениясын. Күшті. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ мындай ағай. Алла тағала ас-самат, яғни еш нәрсеге, ешкімге мұқтаж емес. Адам да еш нәрсеге мұқтаж болмай, тек қана Алла тағалаға мұқтаж екенін түсінуге оразаның көмегі қандай? Адамдардың өзара көмекте болуы, бірақ тек қана Аллаға мұқтаждықта болуды қалай түсінуге болады? Ораза есть сол да, қараңыз. Жалпы нәпсіні Құдай жаратқан кезде оны азаптайды ғой әртүрлі. Сен кімсің, мен кіммін дейді. Сол кезде нәпсі менмін, сенсің дейді. Отқа салады, суға салады, суыққа тоңдырады дегенде ғой. Нәтижесінде ол аштықпен нәпсі сынады да. Сен менің құрметті Раббымсың, мен саған бойұсынған құлмын дейді нәтижесінде. Значит, нәпсіні тәрбиелеуде номер 1 инструмент ол ораза. Бұл қараш, басқа жақтан жақындайық. Құдай бізді жаратты, біз ядроның ортасындамыз. Ненің ортасында? Ядро. Галактика бар да. Галактикада бірінші жамадат бар, жамадат деген қатты дүниелер. Потом қатты дүниелер нәбататқа қызмет етеді, нәбатат деген өсімдіктер. Нәбататтар хайуанатқа қызмет етеді, хайуандар адамға қызмет етеді. Былай қарасаң, бұл кольцо жұмат етеді, бүткіл жаратылыстың ортасында адам бар да. Адам бар. Бүткіл әлем бізге қызмет етеді. Бұл мағынада. Шынымен Құдай сөйтіп жаратқан. Оразаның қандай несі бар дейсің ба? Мен айтар едім. Ораза адамның ең үстем жаратылудағы мақсаты бар десек, ол шүкіршілік ету. Осының бәрін оценивать етіп, Құдай от души рахмет деу, шынайы шүкіршілік ету адамның жаратылудағы мақсаты. Түсіндіре алдың ба? Ал ол состоянияға, шүкір состояниясына ораза ең қысқа жол демекшімін да. То есть бұл оразамен бар ғой біз. Лифт сияқты дейсіз. Да, нереально шүкіршілік өтейміз. Құдайға шүкір ету арқылы Құдай тағаланың нығметтерін еселеніп артқанын көреміз. Өйткені Құранда аят бар: "Уалаин шакартум лазиданнакум", шүкіршілік етсеңдер арттырамын дейді. Құдай тағала біз шүкіршілік етеміз ғой. Су ішесің ақшамда, ауыз ашарда судың дәмін сезесің да. Иә. Оказывается, дәм бар екен ғой деп. Иә. Бізде рецепторлар көп, біз оны пара беріп тастағанбыз ғой. Рецепторға. Иә. Әртүрлі организмді бір сарай десек, сарайдың қожайыны жүрек та, оның капитаны там ақыл делік та. Но охранасы ауыз да. Біз охранаға тәтті тамақ беріп, нәпсіні семіртіп қойғанбыз, жүрекпен ақылды ұйықтатып тастағанбыз да. Түсіндіре алдың ба? Бұл сарайдың биігім қазір нәпсі да. До Рамазана. Рамазан келді. Охрана жауып тастады. Охрана есік жабады, нәпсі әлсірейді, и жүрек өз функциясына көшеді да. Түсіндіре алдың ба? Жүрек, ақыл. Мысалы қара, сен бір ай бойы мынандай сторис қарамаш, интернет қарама, жаңалық қарамаш. Мен серьезно айтамын. Иә. Нереально ақылың бар ғой, болса қалады. Мусордан. А мусордан ақыл босаған кезде сен ақыл сияқты функционировать ете бастайды. Дұрыс ойлана бастайсың ше. Проблема біздің ақылымызда шан жоқ ақыл болуына. Өйткені мусормен толтырып салғансың да оны да. Жүрек сияқты функционировать етуге шанс жоқ та. Өйткені толтырып салғанбызды мусормен, переживаниялармен, ренжіштермен, нәпсіні семіртіп қойғанбыз. И нәтижесінде не? Нәтижесінде бардак. Значит, ораза нәпсіні охранаға аузыңды нетіп жауып, нәпсіні әлсірету арқылы біздің ақиқи миссиямызды ашады. Ол кезде, ол состоянияда Құдайдың нығметтерін сезе бастаймыз. Көру, есту, тынығу, судың бәрін нығмет екенін түсіне бастаймыз. Сол кезде адам от души бір рахмет айта бастайды. Олай болатын болса,
өмірдің мақсаты ғибадат десек, ғибадаттың такой ең мощный ғибадаттардың бірі шүкір ету болса, осы бүткіл галактиканы осознавать етіп, алла сен бәрін маған бағындырып қойыпсың ғой, оказывается деп, мен шынымен бүгін түсіндім, көрдім деп ше, әлсіздігімді мойындадым, короче, шынымен алла сен болмасаң мен вообще деп ше, осыны от души айта алсаң, бұл шүкіршілік состояниясы болады да. А ол состоянияға ораза мощный себепкер. А ол состоянияда өмір сүрген адам, можно и сказать, әулие. Заманның әулиесі, но правда ол мақсат емес. Егер айтылатын болса, солай айтылса болады деген сияқты. Жаңа айтасыз ғой, ең маңызды шүкіршілік, және ол арттырады. Бәрін арттырады. Яғни ол уже Аллахтың уәдесі. Құранда айтылған, уәдесі, Алла уәдесін бұзбайды. Уәдесін бұзбайды, иә. Сондай бізде қазір психологияда да бар негізі. За что вы благодарны жазыңыздар, сол кезде ол нәрсе көбейеді, вселенная береді деген тема ғой. Бұл кәдімгі Құранда жазылып қойған ақиқат. Құран аяты. Күшті. Иә, және біз шүкір еткен сайын андай болады да, біз и так ол нәрселер бар, жанымызда, айналамызда толып жүр да, бірақ Аллах тағала сондай бір нәрсе беріп қояды, бір көкірек көзімізді аша ма, біз дәл сол бір шүкір ететін нәрселерді одан сайын көреміз да. Бір Аллах тағаланың берген емес, ол уже беріп қойған нәрсе, біз жай ғана жаңа көзқараспен қарау арқылы табылмасын. Біз просто бұларды положено деп ойлағанбыз ғой раньше. Оказывается, не положено, бұл Құдайдың мейірімділігінен. Сол кезде потом айтасың, ё-моё, шынымен ят екен де, Құдайдан ят болып қалды деп. Алла кешір, короче, рахмет жаған деген сияқты. Күшті. Енді қараңыз, мындай сұрақ, Рамазанда үйренген жақсы әдеттер деп айтып жатсыз ғой, жаман әдеттерден арылу деп айтып жатсыз ғой. Және жаман әдеттен арылып, орнына бір жақсы әдеттер бекіп, Рамазаннан кейін де сол жақсы әдеттерді ұстап қалу, қалай ұстап қалсақ болады? Ол жақсы әдеттерді Рамазаннан кейін де сақтауда нені ескеру керек? Жаман әдетті біз жайт оразада тастаймыз, оны Рамазаннан кейін де оған қайтадан қол созбау үшін нені ескеру керек? Білмеймін, ондайларды бар. Шын айтса, әр адамдікі әртүрлі ғой. Не ескеру керек? Жалпы мына аяттың мағынасы бар ғой. Я юханнас уъбуду деген ше, роббакум. Адамдар раббыларына ғибадат жасаңдар дейді. Ғалымдар оны былай түсіндіреді. Егер сен вообще түк жүрмесең, бір нәрсе істей баста дейді. Егер сен ғибадат жасап, жақсы адам, как бы красавчик болсаң дейді, оны арттыр дейді. А егер сен арттырған болса, онда уже бекем тұр дейді. То есть ғибадаттың логикасы әр адамда әртүрлі ашылады. Біреу істеп жүр, оған бекем тұру керек та. А біреу бастамаған, оған уже бастау керек. А біреуінде аз, оған значит көбейту керек та. Біреуінде көп, оған сол көбінде постоянство болу керек. Он проблема с постоянстводан да. Өйткені бұларды хаотично көбейіп кетеді, а ол да дұрыс емес та. То есть ғибадат, әдет, ол әр адамнан әр адамға өзгереді. Мысалы, менде бір ниет бар, жаман әдеттен айырылу. Одан кейін жалғастырмаймын деген, конечно, Рамазаннан кейін. Немесе соның орнына компенсировать етіп бір жақсы әдет қоя, и что ол бос болып тұрмасын, как бы. Оны бір жақсы нәрсемен жалғастыру керек та, кейін де. Енді бұны шын айтсам, мен маман емеспін даже. Рахмет. Сіздің андай, мен білмеймін деп айта салатыныңыз күшті екен да? Білмесем солай ғой, қайтадан өтірік алды тоже ұят. Күшті. Әдетте адамдарды білмеймін деп айтуға не істейді ғой, қайталады. Мен өзім де сондай байқаймын да, білмеймін деп айтқым келмейді. Сіздің айта салатыңыз күшті екен, жақсы әдет. Сен просто білмеймін деп бір-екі рет қаталасың ғой, содан кейін білмеймін деген оңай екен ғой деп сенесің да. Шынымен мен маман емеспін әдеттерде, наверное, кітап оқу керек, атомная привычка деген ше. Atomic Habits. Сонда түсіндіріледі. Әр адамның мамандары бар ғой. Жоқ, ол кітапты мен оқыдым, но правда есімде жоқ, как можно внедрять, олар бар екен есімде. Но ұзақ сақтау, наверное, сол кітапты оқыңыздар, өздеріңіз табасыздар. Маман сол мен емес. Рахмет жауабыңызға. Енді ағай қараңыз, мұндай сұрақ қойып тұр. Бұл сұрақ мені біраздан бері мазалап жүр. Мұндай нәрсе, андай барлығы жақсылық Алладан, ал жамандық адам нәпсінен дегенді ашып түсіндіре аласыз ба? Әлде жақсылық та, жамандық та Алладан ба? Екі түрлі нәрсені айттың ғой, просто қосылып кеткенде бізде. Қараш, жақсылық та, жаманшылық та Алладан. Тағдырда солай иман етеміз ғой. Иә, солай иман еттік қой.
но Құранда аят бар. Жақсылық Алладан, жаманшылық болса өздерінен. Иә, соны мен түсінбей қалдым да. Қайшы сияқты. Негізінде екеуі қайшы емес, екеуі екі түрлі логика бар. Қара, жақсылық пен жаманшылық жаратылысы Алладан екенін иман еттік. Жаратылысы Алладан. Жаратылысы. Адам өлтіру процесін кім жаратты? Алла жаратты да. Түсіндіре алдың ба? Бірақ өлтірген адам өзі. Адам ба? Жоқ, процесс. Алла жаратты. Түсіндіре алдың ба? Арақты Алла жаратты. Жаман деген болсақ. Жаратылысы бүткіл галактиканың жаратылысы. Алла жаратты да. Тамақ жеп шайнау деген процессті Алла жаратты да. Түсіндіре алдың ба? Иә, түсіндім. Қандай да әрекет болсын, ол Алла жаратты. Ол мағынада жақсылықтың да, жаманшылықтың да жаратылуы Алладан. Иә. Амалдардың бәрі жаратылып қойған. Жаратылып қойған готов амалдардың ішінен таңдауды біз істейміз да. Солай ма? Иә. Амалдар, сен амал жаратасың ба? Жаратпаймыз. Мысалы қазір телефонды көтеру деймін, амал ғой. Иә. Бұл амалды Алла жаратқан негізі. Мен жаратқан жоқпын. Алла жаратқан амалды мен просто таңдап істедім. Сол амалды активировать еттім. Түсіндіре алдың ба? Түсіндім. И тура сол сияқты жаманшылық деген адам өлтіру деген процесс жаратылған да. Әбіл мен қабілдің периодына бірінші процесс фиксироваться етіледі ғой. Ол процессті Алла жаратқан нәтижесінде. Тек олар өздері таңдауымен өздері істеп алған ол істі. Түсіндіре алдың ба? Иә, түсіндім. То есть жақсылық пен жаманшылық Алладан, жаратылыс. Жаратылыс Алладан. Өйткені адам вообще түк жарата алмайды. Сен ә деген әріпті жарата алмайсың да? Иә. Түсіндіре алдың ба? Бәрін Алла жаратқан. Біз просто готов жаратылыс ішінде кайфовать етіп таңдап жүріп қой, болды. Иә, супермаркеттен таңдаған. Да. Біз де тура сол сияқты өмірдегі амалдарды сөйтіп таңдаймыз. Көру, есту, Құдай жаратқан. Біз просто оны активировать етеміз и таңдаймыз. Яғни жақсылық пен жаманшылық Алладан жаратылысы. Ал жақсылық Алладан, жаманшылық адамнан амалға келген кезде. Қара. Онда жақсылықты адамнан болмай ма? Жоқ. Болмайды. Біз таңдадық қой. Жоқ. Құдай нәсіп етті ғой. Қараш? Қандай да бір жақсылық жетсе, ол Алладан деген хадият бар. Қандай да бір жаманшылық болса, ол өзінен. Мысалы айтайық, мен ауырып қалдым. Аурудың себебіне асқазан не? Тыным таппаған ғой, постоянно жұмыс істей берген, не ауырған, не потом ауырып қалдым. Кім кінәлі? Өзің кінәлісің да. Көп тамақ жей бердің. Да, ауру дегенді Алла жаратқан. Асқазанның ауруын жазбаған. Но только ол ауруға өзің бардың айналайын. Көп тамақ жеу арқылы режим жоқ сенде. Непонятно, там газировка ішкенсің, там не знаю, анан жегенсің. Асқазанда өзін ауыртқансың да. Иә. Сен кінәлісің. Түсіндіре алдың ба? Ол проблема ғой. Кім кінәлі? Өзі кінәлі. Біліп ал. Адамға өмірінде қандай да бір проблем болмасын, 100% өзің қолың нәтижесінен. 100% қолдың жауапкершілігі өзінен. Алла тағала бұл сырттан проблеманы беріп кетпейді. Алла бәрін жаратып қойған, біз өзіміз істеп алғанбыз. Ал жақсылық Алладан. Өйткені жақсылықты Алла тағала бізге еселейді, нәсіп етеді. Жаманшылықты Құдай нәсіп етпейді. Біздің устойчивость қатып алғаннан кейін нәсіп етеді да, а так бізге жақсылық сияқты нетпейді, қаламайды. Алла соншалықты мейірімді дейсіз ғой. Конечно. Қандай да бір жаманшылық бар. Мысалы айтайық, менің зрением очки тағамда, сен де очки тағасың. Проблема да? Ол проблема Құдайдан ба? Жоқ, өзімізден да. Біз уақытысында көзімізді дұрыс күтпегенбіз, телевизор жақынан қарағанбыз, түнімен телефонды қисығынан қарағанбыз, әйтеуір көзіміздің зрениесін өлтіріп отырғызғанбыз да. Кім кінәлі? Мен кінәлімін. Адамның қандай проблема жоқ болса да, сәл-пәл ойлап анализировать етсе, өзі кінәлі екенін түсінеді да. Значит, жаманшылық атаулы жаратылыс Алладан, ал кәсіп дейді ғой, амал етіп өмірімізден боком шығу, ол амал адамның өз қолынан. Алланың бұнда қатысы жоқ, біз өзіміз істеп алдық. Енді түсіндім. Айырмашылық осыдан күшті. Рахмет жауабыңызға. Ұмытпайтын жауап. Енді ағай мындай сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз есіңізде, мен манада айттым, карантин кезінде ағайда, Рауан ағайдың сіздің неңізде инстаграмыңызда прямой эфирлер күнде сағат Алматы уақытымен 6:30 болатын. 1 сағаттай шамамен күтетін біз күшті. Және сіз ол неде эфирлердің жалпы өзегі сезімдер етін
қызғаныш болсын, жақсы көру болсын, жек көру болсын, иә. Енді қараңыз, осы сезімдерге қатысты тағы бір сұрақ қойғым келіп тұр. Осы Рамазанда судың дәмін жаңа біз ерекше сеземіз деп айтып жатырмыз ғой. Онсыз да бар дәмді бір сеземіз ерекше. Адамдағы басқа да сезімдер осы Рамазанда ашыла түсетін секілді. Судың дәмі сезілген секілді. Осы сезімдер мен құлшылық арасында қандай байланыс бар? Және сезімдерді қалай дамытып, дұрыс бағыттай аламыз? Құлшылық деген кезде қандай құлшылық? Соны түсінбедім мен. Мысалға біз судың дәмін ерекше сезіндік. Ол бір альхамдулилля деп шүкір. Ол жағынан прям түсіне алмайтын шығармын. Мен өз білген деңгейімде айтуға тырысайын. Менде биылда да жоспар бар. Сендерде жаңа кітап шықты ғой, рух деген. Иә. Негізі ол кітап маған өтті. Өте такой бомба кітап. Мен айтар едім, ол кітапты әр қазақ оқу керек. Өйткені ішінде көп дүниені өте жақсы ашықтаған да. Машалла, Данияр Сүлейменовтің кітабы. Кітап алдан сатып алыңыздар. Кітап алдан алыңыздар. Ол кітап шынымен сезімдерді реттеуге тырысқан. Енді кемел адамның своеобразный подход жасаған. Мына кітап чисто исламский призмадан жақындаған да. Молдалық. Научный ол енді PhD докторант қой, как ни бір ғалым да. Авторы. Бұл не деген сөз? Мен осы Рамазанда да сезімдерге қатты көңіл бөлем деген сөз. Не только там алдыңғы жылы көңіл бөлдім, и все, биыл нетем. Жоқ, мен сұрадым, пока неизвестно, бұйырса осы 1-2 күнде шешіледі. Егер окей болатын болса, біз осы Рамазанда да прямой эфирларды жалғастырамыз. Сезімдер жайлы. Да, как раз таки сезімдер болады. И фундаментально сол рух деген кітаптегі айтылған сезімдер и сондағы инструменттерді просто разбор жасаймыз. Түсіндің ба? Примерно сондай формат. Егер там как бы бастамаймыз, көреміз қалай болса да. Ал енді неліктен сезім өте актуальны? Иә. Бұған бағана мен жауап бердім. Күнә адамның латаев сезімдердің нелері бар? Локаторлары дейікші. Түсіндір алдың ба? Рецепторлар. Мысалы, дәм сезу рецептор бар ғой да? Тіл. Тілде рецепторлар бар. Дәмді сезеді, анау бар. Тура сол сияқты сезімдердің де нелері бар. Рецепторлар. Рецептурасы ма, білмеймін даже как атаймыз. Өте он латаев деп атайды. Латаев. Алла Тағаланың Латиф деген есімнен отражениясында Латаев көпше түрі. Латаев деген ол біздің ұсақ сезімдердің нелері, такой отражательдары дейміз ба солай да, зазеркалье. Құдай Тағаланың есімдерін бүйтіп шағылыстырып тұрады. Но только ол Латаевтар, короче, күнәдан не татпас қалады, кір болып қалады. Түсіндің ба? Мен бағана айттым ғой, күнәдан айырылатын ай деп. Истиғфар айтамыз, сол кезде біздің Латаевтарымыз деп ашылады. По-новому. И потом нәпсі әлсірейді. Нәпсі әлсіреген кезде мындағы миллиондаған сезімдер, нәпсі оның бәрін бүйтіп тұмшалап тұрған ғой. Нәпсі әлсірейді ғой ораза ұстаған кезде. Нәпсі әлсірейді, күнәлар кетеді, сол кезде Латаевтар бүйтіп құлпырып шыға келеді. Сен Рамазанда сезетін сезімдерді басқа уақытта сеземейсің. Шын. Даже бүгін тауға қараш, басқаша көресің. Шын ба? Да. Мен уверенмін. Өйткені нәпсінің көзімен қараумен бір рухани призмамен қарап екі түрлі. Сен бұрында вау, красота дейсің, а бүгін қарайсың, йом Аллан, Жәмил деген есім көріп тұрмын дейсің да. Шын. Кеше мен ботаникалық садқа бардым, басқаша ойлап қоямын да, мен өзгеріп кетті деп ойладым енді. Сөйтсе ол Рамазан берекесі ғой шынымен. Айттым ғой, бізде көп нәрсе по-новому ашылады. Сезімдік деңгейде по-новому ашылады. Өйткені күнәдан алысырайсың, әлсірейді нәпсі. Сол кезде сезімдер өзі дұрыс функциониясына шыға бастайды. Сол кезде настраивать ету керек. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жомарттық деген сезім, мейірімділік деген сезім, кішіпейілдік деген сезім, көркем мінездері ғой. Жалпы осыны біз өз өмірімізге кіргізіп алсақ, көп қылып осы Рамазанда нәпсі әлсіреп тұрған кезде, Латаевтар күнәдан таза тұрған кезде, қателіктерден дейді, сол кезде осыларды көп жинап алу керек. Сол себептен жақсы сезім керек та. Көп айту керек. Көп айту керек, кітап оқу керек, өмірімізге кіргізу керек. Иншалла в процессе түзеліп жақсы болып кетеміз да. Қалай дамытамыз, қалай бағыттаймыз сол жаңағы құлшылық арқылы, күнәларымызға истиғфар айту арқылы. Салауат айтамыз, истиғфар айтамыз. Көп те нәрседе емес, в принципе бар ғой. Нормально ораза ұстасақ бар ғой. То есть ораза нормально деген дұрыс айтайын. Тыңқиып, ауыз там, не знаю, ауыз ашардан сәресі келген тамақ ішіп, күндіз бойы жарты күн ұйықтап, ондай оразаны айтып тұрған жоқпын мен. Ол ораза емес, сіздің айтсам, өтірік. Ол туп аш болу. Хадисте айтылады ғой, ол ораза емес деп. Өйткені оразаның деңгейлері бар. Туп аш болу, ол вообще ораза емес. Так,
видуха. Ақиқи ораза аш болу арқылы екінші планда өткен кездегі атмосфера ораза ғой. Түсіндіріп алдың ба? Аш болу бізге шынайы оразаның атмосферасына кіргізетін есік бағын ғой табалдық. Значит, оразаны дұрыстау өте маңызды да. Диалогты дұрыстау тамақпен. Тыңқиып жей бермеу. Негізі Рамазан айы ол ораз тамақ айы емес. Рамазан айы ол Құран айы. Ол аштық айы емес. Жоқ, ол аштық айы. Өйткені организм демалу керек шынымен. Но только аштықты да дұрыстап түсіну керекпіз да. Организмді жосқа зиянға келтіретін деңгейде емес. Сәресіде не ауыз ашарды тыңқиып организмді зорлау емес та. Өйткені ауыз ашарды көп жеу ол организмді қинау ғой нәтижесінде. То есть тамағымызды реттейікші, содан кейін сөз. Ораза енді 3 деңгей бар ғой. Саумул ам бар, тамақтан тыйылу. Саумул хас деген бар. Ол сөзден, әрекеттен, әдеттерден айырылып жақсыларды нету. Саумул ахас деген бар. Ойда ораза ұстату. Машалла. Осы әрқайсы ораза ұстайды ғой, сен сөзін, әрекетін, ойын даже бар ғой. Біреу подрезать етеді машинамен да, сен ашуыңды түктейсің да. И прям сол кезде отырады олар. Сен өзің оригинальный состояниен ашылады бар ғой сол кезде. Оған дейін возможно алдап жүргенсің өзіңді біреуде. Сол состояние ашылады. И шынымен оразада дұрыс ораза ұстайсың ғой, ауызды бекіту процесс дұрыс болған кезде. Так, ауыз бекітуді айтып жүрек сөз дегенді. Жоқ, қараңыз, ауыз бекіту тамақтан тыйылу. Тамақтан. Потом сөзден. Ол ғайбат айтпау. Ғайбат айтпау, фильтровать ету, жақсы нәрсе сөйлеу, Құран оқу, зікір ету, сөзді фильтрацияға өткізу. Тамақ ішпей организм әлсірейді ғой. Сол кезде дұрыс сөз, потом дұрыс ой, жаман ойдың өзін етейік, фильтровать етейік, фук өткізіп сол кезде адам шынымен бір балансты сезіне бастайсың да, өзіңді кайфовый состояниеда. Осы арада сезімдерді дұрыс реттей аласың. Осы платформаға шыққан кезде, нәпсін әлсіреген кезде, сөзін ойын түзелген кезде сезімдерді настройка істеуге болады. Ал оны қалай? Ал, наверное, әр адам өзінің бір тактикасы болады. Кітап оқу керек, хадистердегідей Құран оқу керек. Да, сол кезде реттеледі. Күшті. Еще сіз айтасыз ғой жаңағыдай бірінші тамақтан тыйылу, сөзден және ой. Сол кезде андай бір үшеуін енгізіп бір адамға ойша салып көрдім да. Ол адамның бейнесі бір өте бақытты көрінді да. Және байқайсыз, бақыт деген сезім, осы нағыз мұсылмандар негізі бақытты адамдар ғой. И бақыт деген сезімге бір тоже бейне берсек, бір кішкентай бала сияқты, кішкентай балалар мысалға жаман сөз сөйлемейді ғой. Тек қарны ашқан кезде ғана сүт сұрайды, және артық жаман сөз айтпайды, және ой да таза болады да. Әркез армандайды, әркез жақсы нәрсе ойлайды. Күшті, сонда бір балалық, сәбилік бір пәктікке жете аламыз, сонда бір дұрыс мағынада ораза ұстасақ, Күшті. Ғалымдар айтқан ғой, баланың осы сипаттары үлкен кісіде болса әулие болады деп. Бала сияқты қуана алсаң, бала сияқты ұмыт қалсаң. Бұл шынында ұмыт қалады ғой балалар. Ренжилерін ұмыт қалады ғой. Ұрса жарты сағаттан ойнап жүреді ғой. Бала сияқты күле алсаң дейді да. Біздің күлкіміздің өзімізде не бар ғой? Скрытый нәрселер бар да, зашифрованный. Өйткені біз от души күле алмаймыз да бала сияқты. Не то что күле алмаймыз, бізде бар, просто ұмыт қалғанбыз да. Өмірдің нелерімен дұрыс қуанамай қалғанбыз, қаламыз. Яғни баланың сипаттары үлкен кісіде болса, әулие болады дейді ғой. Баланы осы сипаттармен сипатталу керек, и ол сен айтпақшы бақыттың несі ғой, такой визуализациясы. Визуализациясы, дұрыс айтасыз. Бұрыннан мысалға парыз ғибадаттарды атқарып жүрген адамдарға, мысалға, допустим, 8 жыл болды, 10 жыл болды намазда, оразада, Рамазан айында керемет оразаларда. Енді осындай кісіге Рамазан айында құлшылықта тереңдеуге қалай не істеуге болады? Не істеуге болады? Біз бірінші осознавать етейік, өйткені біздің де намаз оқып ғибадаты 10 жылдан асты ғой. Ғибадатпен диалогымыз бар да. Но так ол ғибадатта шынымен өзгеріс енгізу керек. То есть профессионалдық уровеньге өту керек, немесе руханиятқа тереңдеу керек ары қаратай да. Енді пока мен өз деңгейіме жаңағы көркем есімдерді оқу, таспихат дейді ғой, салауат оқу көп, содан кейін Алланың көркем есімдерін оқу өміріме практикаға қостым. Әр намаздан кейін, әр емес, стараюсь 2 намаздан кейін, но минимум 1 намаздан кейін оқимыз.
но соның өзі өте жақсы. Өте жақсы. Ал енді менде проблема неде? Менің проблемам в общем көп адамдық сияқты емес. Көп адам 5-6 жылда намаз оқиды, но только арабша білмейді. Ол арабша үйренсін, тәжвидпен үйренсін, түсіндіре алдым ба? Қосымша сабақ оқысын, кітап оқысын. А мен проблемам арабша емес, тәжвид емес. Мен проблема руханиятта уже. Түсіндіре алдым ба? Мен материалдық, физикалық ғибадаттың істеуінде ода проблема жоқ. Оны уже мен мамамын да. Мамамын да фих бойынша там бірінші ракағатта Құран ұзынырақ болу керек, екінші ракатқа қарағанда деген сияқты нюанстардың бәрі менде проблема жоқ. Білім ретінде бар. Біздің проблема, мен жеке өз басымда айтатын болсам, менде руханиятта проблема. Менде ақылым озып кеткен, рационалдымын да, жүрегімде, рухымда. Енді мен осыны балансировать ету үшін рухты алдыға шығару керекпін. То есть мен 10 жылдық ғибадат процесім осыған алып келді делді да. Осындай менде проблема. Но Қазақстан қоғамы бәрі рауан емес, әрқайсының өз деңгейінде бар. То есть әр адам өз проблемасын біледі. Мен өзімдікін айтып отырмын, өйткені мен білемін. Тура сол сияқты әр намаз оқитын адам өз проблемасын біледі. Проблемасы не? Тәжвидтен онда тәжвидін үйренсін да. Егер намаз туралы бір кітап оқымаған ба, значит кітап оқысын да. Түсіндіре алдым ба? Біз білім алу керекпіз. Оқу керекпіз, өзгеру керекпіз, даму керекпіз. И каждый оразада ол келесі уровень қойду керекпіз да. Біз оны осознавать ету керек. Көп адам былай ойлайды ғой, былтырғы ораза ұстаймын да, и жақсы болады. Болмайды. Былтырғы ораза ұстайсың, былтырғы результат аласың да. Былтыр такси әйтеуір ұстап шықтым оразаны, и по сути бір жылын такси өтті, такси рейтингі да, непонятно. Түсіне алдың ба? Оны да түсіну керекпіз да. Әр адам өз деңгейінде өз проблемасын, кемшілігін жақсырақ біледі. Оны арттыруда біреуге арттыру керек болатын шығар. Санын, біреуге сапасын түзеуге керек болатын шығар. Біреуге тұрақтылықты алдыға шығару керек шығар. Әр адам проблемасы әртүрлі да. То есть әркім өз деңгей, өзінде бар проблемасын емдейтін деңгейде әрекет ету керек осы Рамазанда, что келесі уровеньге өтетіндей. Біреу не постоянно, оған постоянно соны үйренсін болды. Біреуде аз, ол көбейтсін. Біреуде көп, ол тұрақты болсын. Біреуде жоқ, ол бастасын. Рахмет. Что жауап? Бізде де андай нәрсе бар да, то что алдыңғы жылда да ұстадым ғой, примерно соны қайталасам да деген сияқты емес, керісінше жылдан жылға көбейту, жылдан жылға арттыру, Рамазанның сапасын. Менде бар ғой, биылғы Рамазан енді артады, артпайды, точносын білмеймін, но мен карантиндағы Рамазанға по ощущению жететін Рамазан бүгінге дейін болмаған. Сол менде соны айтқым келіп тұр да. Но енді қазір менде мақсат бар. 19-дағы карантиновый Рамазанның асып түсетін Рамазан ұстаймын дегенше. Менде пока потолок сол. Асып түсу. Мен ойлап жүрмін да, жетсем болар деп ше. Асып түсуге не істеу керек? Иншалла, че проблема. Иншалла, жоспар көп әйтеуір. Асып түсеміз, ендігі жылдағы отырмайық, биыл асамыз деп. Иншалла. Шынымен асып түсеміз. Проблем жоқ. Күшті. Ағай, менде еще телеграм канал бар еді да, сол кезде сұраған Рауан ағайдан қандай сұрақтарыңыз бар еді. Сол кезде бір оқырманның сұрағы қызық екен, соны алдым. Нығмет пен ризықтың айырмашылығы неде дейді? Әлде екеуі бір нәрсе ме? Мен оны бар ғой, Құрманғазы ұстаз бар ғой. Сол кісінің керемет түсіндіреді деп естідім. И по сути ол кісінің керемет түсіндірмесін бір бөлігінде естідім. И мен айтар едім, бұл сұрақты сол кісіге адресовать ету керек. Ол кісіде Құран аяттары, сырлары деген курс бар ғой. Сол курсқа баратын бір адам осы сұрақты сұрасын, содан кейін сенің подкастына келіп жауабын айтып берсін. Или ол ұстаздың өзін шақыр. Ол ұстаз қарсы болмайды деп ойлаймын. Сен де бір нәрсе түсір. И осы сұрақты сол кісіден сұраш. Маман сол, мен емес. Жақсы. Енді тағы мындай сұрақ қойыпты оқырман. Рамазан оразасымен бастап, кейін басқа парыз ғибадаттарды үйренетін адамдар бар да. Бірінші, мысалға, мен де сөйткем. Бірінші ораза, потом намаз болсын да. Бірінші Рамазанда ораза ұстап аламыз. Қазақи бір неде сондай ғой. Сосын барып намаз қосасыз деген сияқты. Осы жаңа ғибадат бастауда оразаның рөлі қандай? Бұл вообще не ғой? Мысалы қараш, сенде телефонды сбрасывать етесің ғой, настройкаларын. И потом жаңадан настраивать етесің ғой. Түк бұзбайсың, как бы жоқ, и все настраивать етесің да. Ораза адамды полно аннулировать етеді ғой, сброс жасайды. Түсін алдың ба? Сол кезде шайтан байланып тұрады ғой, азғырамайды. Жәннаттың есіктері ашық тұрады.
тозақтың есігі жабық болады деген хадис бар ғой. Иә. Да, енді қара, осы состояние адамның жаңа бастауына прям кайфово кетеді. Мысалы айтайық, бұрында сен бір досына бір дін туралы айтатын болсаң да, не лечи меня деп айтса, да, қойшы осыранды деп. А Рамазанда айтатын болсаң, ол үндемейді. Не? Өйткені Рамазанда адамдардың жүректері ашылады. Шайтан азғырайын десе азғырамайды. Атмосфера, мировой аренада сонда атмосфера болады да. Күшті. Подкастыма да өте күшті мотивация болып тұр да. Шынымен ол Рамазан мұсылмандарға ғана емес қой. Ол уақыт мировой аренада бәріне бірдей өтіп жатыр да. И ол мүшрикке де, кәпірге де, мұсылманға да оның атмосферасы бәрібір ашылады. Түсіндің ба? Иә, түсіндім. А мұсылмандар, конечно, біз шариғаттан түсінеміз, шайтандар кісенделеді, тозақ жабылады, жәннат ашылады да. Осы аннулированный состоянияда шайтан жұмыс істемей тұрған кезде көп нәрсені істей қалай? Құдайдың бізге беріп тұрған шансы. А если Рамазан профукать, после уже как бы қатыру қиын болады да, оны өткізіп алсақ. Фукат алады и все, болды, өтіп кетті ол уақыт. Уже қарасаң, бүгін екінші күн өтіп жатыр да. Е-мое, не істедік? Уже екінші күн есілші, білеш? Иә. Мен мәселе сондай ғой. Екінші күн өтіп отыр, біз қатырған дөңіміз жоқ әлі. Тура сол сияқты осы ниетпен Рамазанды иншалла сапалы өткізем десек, өте үлкен есіктер ашылады. Даже әдетте бөгеттер осы Рамазанда бөгет болмайды. Даже шайтанның өзі бұндай азғырамайды да, бірыңғыдай. Даже нәпсі қарсы келемайды ғой саған. Иә, ашпайсың. Ол прям бізге бар ғой. Условия ғой, бүткіл условия тұр да. Возьми, как бы исправь өзіңді да, өзіңді реттеп ал, қателіктеріңді ретте, жаңа нәрселеріңді қой. И осы Рамазан айтады, ол кім дейді, я тебе помогу дейді. Рамазан өзі айтады, сен только баста, мен саған как бы условия создавать етемін. Рамазан как бы сондай ғой на самом деле. Олай болса солай жақындай керекпіз. Қандай несі бар да, жаңа ғибадат бастауға мен айтар едім. Фундаментально негізгі нәрсе бар. Ол оразадан бастап, потом намаз қосылу. Біз ғибадатты изначально әлі де намаз бен оразамен тарылтып отырық қой. Одан да кейін ғой. Ғибадат деген не? Давай сен туыстар қасым қатынасын жақсарт. Достармен отношения түзет. Ауызашарға шақыр бар. Да, ауызашардың алдында, не знаю, бір сағат бұрын прогулка істеп қайтады. Президентский паркта. Не знаю, там ботанический паркта жерінде не дейді? Все адамдармен жүру керек. Солай да. Оның өзі ғибадат қой. Кім айтты ғибадат ораза ғана деп? Жоқ. Бәрі ғибадат. Күшті. Аллах-тағала. Прогулканың өзі ғибадат қой. Иә. Пробежканың өзі ғибадат қой. Күшті. Алла-тағала өте керемет ғибадаттар нәсіп етсін бізге. Әмин. Иншалла өткізіп алмайшы өзі. Иә. Деп отырған кезде біт қапты деп отырмайды. Шәуәл айында Рамазан қайдасы біт қапты деп. Иншалла берекелі болсын. Енді ағай тағы мындай сұрақ қойыпты бір оқырман. Сіз жаңағыда айтасыз ғой, Египетте болдым, иә, сабақ оқу мақсатында. Сол жақта Рамазан қарсы алған боларсыз, иә? Әлде болды ғой, ондай? Күшті. Енді қараңыз, сіз Египетте білім алдыңыз дейді. Ол жақта біздің елмен салыстырғанда Рамазан айының ерекшеліктері бар ма дейді. Қандай үлгі алатын дәстүрлер бар? Бар. Оларда жалпы ұнағаны маған енді мұсылман мемлекеті ғой, бәрі ораза ұстайды, ода проблем жоқ. Бізге қазір биылдан бастап орталық мешіттің Қасымхан деген ұстаз бар, енгізіп жатыр. Ол да сол жақтан көрген, біз де көргенбіз, ол Қазақстанда соны жандандырып жатыр. Ауызашардың алдындағы светофорларда ауызаша тарату. Кішкентай 0,25 сумен құрма да. Оларды шынымен ауызашарда үлгермей жатқан светофордың түбінде таратады да. Биыл Алматыда да соны қосты. Пәленбай там, не знаю, зәм-зәм, пәленбай тоннан, не знаю, құрма заказ беріп, қазір орталық мешіттің жігіттері бастады. Алдында естігенмін, маған ұнады. Сол жағын маған ұнаған да, ауызашардың алдында. Египетте бар дәстүр. Бар. Бізге келіп жатыр бір деп, иә. Өйткені үшін мен ауызашарда көп адам бізде светофор. Мысалы кеше элементарно, кешегі ауызашар мен жолда болдым да. Мен де жолда болдым. Үлгермедім, проходда тұрып қалдық, ана жаққа барып, уже келе жатқанмын, дың деді, ақшам кірді, үйге дейін әлі 10 минут бар да. Да изначально как бы ауызаш нетіп қатырмағаннан кейін проблем жоқ как бы. Сондай кезде жақсы да. Шынымен егер қолымда су жоқ, менде машинеде құрма да жоқ. Ауызға қараш, ақшам уақыт кірген кезде ауыз автоматически ашылады. Просто су ішіп құрма жеу сүннет та. Соны істейін десең түк те жоқ та жанында. Және дұға ету. Дұға етіп, құрма ішіп. Осы әдет ұнады. Содан кейін оларда не бар? Дыңғырлатып барабанмен оятады.
сәресінде иә. Мысалы таң намазында азан шақырады ғой. Түркияда енді сондай. Енді ол Осман империясынан қалған дүние ғой. Иә. Ол сол жақта да бар да. Маған ұнайды, білмеймін әйтеуір. Көп адамға ұнамайды, маған ұнайды. Бұл бізде жарамазан деп айтады ғой, иә. Бұрында сондай болған екен. Сіздердің подкасттарыңыздан тыңдап алдым. Біз отдельно түсіреміз бұйыртса жарапазан туралы. Иә, күшті. Иншалла. Рахмет көп. Енді ағай қараңыз, менің сұрақтарым бәрі содан кейін көп ол жақта әдеттер. Давайте айтайық. Біреу айттым ғой, жалпы халық қатты өзгереді бар ғой. Ё-мое, вообще жомарттықтан мен мысырлықтарды шынымен Алла разы болсын деймін да. Жомарттықты өте жақсы олар. Жомарттықта прям көрінеді. Прям физически көреді, тем более біз студент болғаннан кейін даже біз ощущать еткенбіз да олардың жомарттығының несін да, әсерін дейік. Қалай сонда танымайтын адам жомарт? Көшеде келіп бара жатады, студентсіңдер ма дейді, иә дейді. Иә, ол студентпін десем, чүк-чүк-чүк. Не ол чүк-чүк-чүк? Пакет, там сумканың не düşеді, багажын ашады, пакеттер қалдырып кетеді, немесе конверттер таратып кетеді. И өте көп болады, бұл массово. Что интересно, массово болады да. Прикольно. Жаңа пакеттер продуктымен, азық-түлікпен. Нағыз студентке ең керек сол. Иә, студентсің ба дейді. Иә, студентпін дейді. Только тез істеу керек. Өйткені әр районда оларда нелер бар, кедейлер бар. Олар местный кедейлер жұлып кетпесін дейді да. Сендерге беріп атқан. Оларда прям студентке кішкене диалогтары жақсы да, отношениялары жақсы. Құдайдың жолында жүргендер. Өйткені студентке жалпы білім жолындағыларға көмектесу ол бөлек сауабы бар ғой. Олар бұл жағынан өте жақсы да. Стипендиялар мысалы Рамазанда нереально өсіп кетеді, қатты өсіп кетеді. Там еселенеді. Тіпті стипендияны өзін өсіреді. Да. Мен стипендия болғанда стипендия беретіндер де қосады, содан қосымшалар да болады. Садақа, яғни бір садақаларын студенттерге беру арқылы. Жомарттықты кәдімгідей сезесің, ощущать етесің. Мысалы біз ауызашарды үйде істемегенбіз да. Әркез қонақ шақырады. Жоқ. Бұл кезде ауызашар дайындап кетеді ғой. Қара. Олар да былай дайындап кетеді. Иә. Короче, студенттер тұратын райондар ғой. Студенттер тұратын райондамыз. Келеді. Айтады, так, мен ауызашар беремін дейді. Қанша адамсыңдар? Біз айтамыз, біз 6 бала тұрамыз. Все, короче. Ешкімге айтпайсың. Сен 30 күн ауызашар, 6 адам менікі дейді да. И күнде кешке ауызашарда 20 минут қалған кезде мына адресқа кел дейді, тура мешіттің бұрышы короче, сонда тұрасың, 6 ненді алып кетесің дейді. Түсіндір алдың ба? 6 не? 6 пакет. Енді 6 порция тамақ қой. Иә, дұрыс. И болды, и ол жақта ауызашар беруге таласады да. Айтады, айналайын, менен аласың, только келістік па деген сияқты. Ешкімнен алып қойма, мен ғана саған 30 күн беремін деп. Ол жағынан біз реально Рамазанда ауызашарда тамақ істемеген, біз бастапқы. Кейін уже басқа районға ауысқан кезде ол районда ондай әдет жоқ. Өзіміз істей бастадық. Но студенттер тұратын райондарда мен шын айтамын, біз бір күн тамақ істемегенбіз. Өйткені реально тамақ істеуге не жоқ та. Себеп жоқ. Беретін ауызашарлар сен сәресіне де жетеді артығымен. И что интересно, ол берген порциялардың ыдыстардың ішінде ғой. Әр ыдыстың ішінде, кейбір ыдыстардың ішінде как бы ақша да салып жібереді олар. Мәссаған, қызық. Да, білмейсің не ғой? Қай ыдыста қанша ақша бар екен білмейсің да. Сондай. Бұл соңғы 10 күнде көбейеді. Иә. Негізі айтатын еді ғой, жағдайы, студенттер мұқтаж емес, жалпы студент деген қалай айтуға, жағдайы қалай айтуға бұл сөзді. Мысалға, кедей адамдар мұқтаж емес, керісінше байлар оған мұқтаж. Жақсылық жасау үшін деген сияқты ғой. Олар болмаса кімге жақсылық жасайсың? Күшті. Рахмет ағай, өте керемет дәстүрлер. Күте тұрыңыз, біз әлі аяқтамадық. Бұл менде основной сұрақтар, негізгі сұрақтардың барлығы бітті. Оқырмандар сұрақтары да бар ішінде. Енді бізде келесі айдар блиц сұрақтар, жаңа 1-2 сөйлеммен жауап беруге болады, немесе өзіңіз қаласаңыз ұзағырақ жауап берсеңіз болады. Бұл істің жаңағыдай негізге қатысы жоқ, қалай айтуға болады. Мамандығыңызға, теолог, дінтанушы ретінде жеке өміріңізге сәл қатысы бар. Бірінші сұрақ мынадай, бізде енді нәзік әлем негізі аудиториясы қыз балалар. Бізде подкаст алаңында, платформасында ТМД елдерінің өзінде, Қазақстанда, Екібастан, қыз балаларға арналған не жоқ екен да, подкаст. Олардың мәселесін көтеретін деген сияқты. Сол үшін мақсат қыз балалардың рухани және тұлғалық дамуы еді. Сол үшін де бір сондай сұрақтар болады. Бірінші сұрақ мындай ағай, анаңыздың қандай қасиетін қыздар үшін үлгі етіп айтар едіңіз? Да. Так. Қайтпайды.
Қайтпайды? Қайтпайды. Мамкам бізде не ғой, біраз активный, өте активный біздің мамамыз. Мен оны кішкене о жағы мамкама тартып кеткенше активностьмін. Өте мынандай активный да. И жаңағы бір шешім қабылдаса, соны до конца тұрады. В основном мысалы айтайық, салыстырмалы түрде айтайық, біз 90-шы жылдары мектеп оқыдық қой, университетке түстік. Сол периодта егер табандылығы болмаса мамканың, көптеген нәрсеге мен жетпеуші едім да. Шынымен спорттан да жетістігім, білімнен де так, университет оқуым ол кезде нұрмаракта грант деген жоқ, бәрі платный ғой. Ол дүниеде бөлек. И қазір салыстырмалы түрде айтатын болсақ, табандылығы, наверное, қайтпайтыны өте жақсы сипат. Ол жалпы не то, что қыздарға ол бәріне керек дүние деп ойлаймын да. Өйткені біз қазір көп әлсізден кеткенбіз ғой. Қиққыта қалса задница скорості қосуға асығып тұрамыз да. Бір-екі бөгеттен кейін ол проблема негізінде. Ол массовый проблема деп ойлаймын да. А ол үлкен кісілерде, үлкен поколенияда бәрінде бар. Что интересно, СССР көрген, 90-шы жылды көрген бәрінде бар. Наверное, ол не то, что мамка емес, ол бәрінде, сол периодта өмір сүрген бәріндегі бар қасиет, и бізге де бүгін ауысса екен деймін да. Өйткені олардың мықтылықтары шынымен мықтылық та. Қазір қарайсың, қандай сынақтарға төзген. Да, қазір ойлайсың, е-мое, даже біз олай істей алмаймыз да. Сол. Сол түсінесің, әйелде көп күш бар негізі. Күш бар, иә. Рахмет. Келесі сұрақ мындай ағай, қыз баланың миссиясы не деп, қандай деп ойлайсыз? Бұнда уже шын айтсақ бар ғой, біріншіден мен былай айтайыншы, біздің үйде қыз жоқ, короче. Сіздің үйде? Да, біз 4 еркек. Бәрі ұлдар. Мен қанша 10 жыл студент болдым, мен вообще бір қызбен группада отырмағанмын. Мен реально білмеймін да. Мен бала кезімде көрмегенмін, студент кезімде көрмегенмін. Прям үйленгенге дейін. Қандай, мен ол жағынан мен айтар едім, мен вообще білмеймін. А менің ойым, миссия деп громко сказано, но бәріне болу керек нәрсе екеу. Біреу женственность ерен, женственность, өйткені қазірде тоже кризисный бұл кризис болып жатыр, бұдан бәрі теңдікке ұмтылып жатыр. Теңдікке ұмтылып. Әйел деген кішкене женственный болу керек, нәзік болу керек та. Менің ойымша өте бұл миссия емес, но өте қажетті бір сипаттардың бірі дер едім да. Біздің подкасттың аты нәзік әлем ғой. Да, нәзіктік керек. Не, женственность не только нәзіктік, даже иногда грубо, но грубостьтің өзі женственно проявляться ету керек та. Ол сипат, абсолютный сипат женственность деген. Мен қазақшаға даже аудара алмадым оны. Иә, аудара алмайтын сияқты. Ол даже диалогта, үйде, отношенияда, там, не знаю, бір ойын айтуда, любой нәрседе. Әйелді Алла Тағала сөйтіп жаратқан ба, сол сипатын сақтау керек әйел. Әйел ол сипатты глушить етіп, еркектік сипаттармен сипаттануға тырысады, и орада жақсы емес бір нәтиже бар да. Гормондық деңгейде өзгерістер бар. Иә, және жандай қыз бала өзін сол қалай жаратты, солай болуымен бақытты болатын секілді. Мен мысалы телефон болғаннан кейін кайфайды. Ал телефонды қазір ұлтарақ қылып аяқ киім ішіне салып қойсаң ренжиді ғой. Сол сияқты да. Құдай тағала адамды қалай жаратты, сол оригинальный мақсат бар, сипат бар, сода қалу керек сияқты. Миссия емес, бұл менің ойым. Бұл бір дедіңіз, иә? Бұл бір. Ал енді басқа жағын мен айта салайыншы, мен білмеймін, короче. Мен не қосатынды да білмеймін да. Даже көп диалогым болмағаннан кейін, наверное. Күшті. Рахмет кеңесіңізге. Мұндай сұрақ ағай, басында ұнамсыз көрінгенмен нәтижесі сіз үшін қайырлы болған бір оқиғаны сипаттап бере аласыз ба? Осы сұрақ қойған ұнайды да адамдарға ше, сондай бір оқиғалар ашылып жатады, таңғаларлықтай. Әрбір істің соңы қайырлы ғой асылында. Бір адамдар ашылып жатқан кезде оқырмандар да көреді да, оқты, мен өмірімде де бар осындай деген секілді. Негізінде ондай оқиғалар көп қой, нәтижесінде бұл Құран аяты ғой. Біз көп нәрсені жаман деп білгеніміз, ол бізге жақсы болуы мүмкін. Жақсы деп білгеніміз жаман болуы мүмкін да. Даже білмеймін қандай. Просто нереально көп та бұндай мысал өмірде. Настолько көп, что қайсы бірін айтатын тоже білмейсің да. Өйткені біз күнде қателесеміз. Шынымен. И күнде выбор жасаймыз біз. Ол выборымыздан да қателесеміз. И даже жасаған выборымыздан күмәнданамыз, а ертең де түсінеміз, что былай оказывается да.
бір мысал айту керек болса қандай айтар едім? Білмеймін, даже есімде жоқ. Да, барлығы қайырлы дейсіз ғой. Күшті. Так, ең мындай сұрақ. Адамды бірінші кезекте құндылығына қарап тану керек деп айтады да. Сіз үшін ең басты құндылық қандай? Ой, білмеймін, менде ондай проблема жоқ ше. Мен адамды мен түсіндім. Мен адам танымайды екенмін деймін да. Өйткені жұмыс қалған кезде де кейде сұрайды ғой, консультацияда. Мен көп нәрсені түсіне алмайды екенмін. То есть менде ондай қабілет то ли жоқ, то ли мен өзім оған көңіл бөлмеймін. Мен адам тануда менде проблема бар. И мен даже классифицировать ете алмаймын, даже қорқамын мен. Шын. Сол себептен мен бәріне бірдей қарауға тырысамын, и тогда дұрыс емес, түсінемін. Но такой оны HR мамандарынан сұрау керек сияқты, мен емес. Өйткені мен маман емеспін одан. Менің ойымша мынау мықты деген ол как бы дұрыс емес болуы мүмкін. Мындай ғой, мысалы мен ең бірінші мысалға адам қарапайымдылығына қарайды екен. Деген сияқты ғой. Сондай сұрақта бірінші жаңағыдай кезекте тұру керек құндылық қандай? Да, наверное, әр адам өзінде бар сипатты іздейтін шығар. Даже мен бұған ойланбаған, маған не керек? Может, и қарапайымдылық, может, көзіндегі от, дерзость. Ол ұнайды. Сол ұнай ма? Күшті. Өйткені ондайлармен жұмыс істеу всегда жақсы да. Да, ол әдепсіз болуы мүмкін поначалу, да, ол поначалу там, не знаю, грубо болуы мүмкін. Настойчивый. Но көздегі искра ол бар да. Он просто бағыттай алу керексің жақсылыққа. А егер жақсылыққа бұрсаң, нереальный нәтижеге жетесің. А можно и оны күнәға жұмсауға да. То есть ол бар нәрсе бар да, характер. Асылымен. Күшті жауап. Мындай сұрақ, барлық адамға бірдей сыйлық беру мүмкіндігіңіз болса, не сыйлар едіңіз барлығына бірдей? Қызық сұрақ, ұнайды осы сұрақты. Барлық адамға. Еркек пен жынысқа бөлмеуді. Бөлмей қойсақ болады, әлде бөлсеңіз болады, барлық ерлерге осындай, барлық әйелге осындай. Енді мен банально жауап бере салсам, айфон дер едім ғой. Жақна такая бар ғой. Қазіргі қоғамда әңгімелесуші едім мен. Бір сұхбат сыйлар едіңіз. Да, мен просто өз уақытымда общенияға, мен просто әңгімелескен жақсы көремін. Мен қазір қатты қоғамда кризис бар екенін сеземін. Общенияда. Мен әңгімелесуші едім да. Әңгіме сыйлаушы едім бәріне. От души отырып такой, о, депші. Біз сөйлесем айқағанбыз. Бізге общение керек. Біз қоғамда өмір сүреміз, и біз бір-бірімізбен сөйлеспесек бұзыламыз. Ал заман, капитализм бізді қазір эгоист қылып саған да. Өз-өзімізді замкнуты қылып саған. И ол проблема да. Ол үлкен проблема негізінде. И ол капитализмнен де басқа проект керек бізге, оны ислам деген. Но оған келу үшін де белгілі бір периодтан өту керекпіз, адаптациядан. Иншалла бәрі шешіледі. Но не айтар едім, я бы подарил общение деп та. Күшті. Еще мысалға пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам барлық сахаба ойлаған екен ғой. Ойлапты да, мен оның ең сүйікті сахабасымын деп. Сөйтсе себебі, наверное, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әр сахабасымен өте күшті общение деп. Индивидуально, жестко. Солай да. Сондай сезімде қалтыратын мастерство ғой. Мастерство шынымен да. Мастерство оңай емес. Біз айта саламыз ғой, типа пайғамбар деген. Понятно, пайғамбар, но бізге ол месседж ғой. Біз сол саланы зерттеу керекпіз ғой, оны түсіну керекпіз. И біз де солай сөйлесу керекпіз, что әрқайсысы такой вау дейтіндей. Ол түсінеді негізі. Ол да ғибадат та. Ол да ғибадат, күшті. Енді қараңызға мындай сұрақ. Сіз айтасыз ғой, біз кейде қателесеміз деген сияқты. Осы дұрыс шешім қабылдауда қандай принциптарды ұстанған дұрыс? Қателеспеу үшін. Смотря еще қай жерде. Бірнешеу. Біріншіден смотря шешімді қалай жерде қабылдаймын. Егер біреудің профессиональный саласында болса, мен мамаммен ақылдасамын. Мамаммен ақылдасу керек. Мысалы, мен кеше машинем бұзылды, столға бардым да. Шын мен түсіндім да. Мен паспойым бір нәрсе ойладым, но оказывается сол да емес, да. Түсіндірді ба? Мамаммен ақылдасу керек. Бірінші очередте. Егер мынандай профессиональный, егер глобальный өмірге қатысты болса, онда Құран сүннетке қайшы емес екеніне қарау керекпіз да. Болды, осы екі електен өткен нәрсе бәрі дұрыс болады да. Максимум. А егер нетсе, оған да білмесен, ақылдасу деген дүние бар. Истишара, ақылдасып кеңесу.
акылдасып кеңесилип шешилген шешим эмне дурус болот, эмне дурускка жакын болот дейт го, кате болбойт. Ол да жакшы, акылдашуу керек. Енді мамандар деген сол акылдасуу ғой изначально. Күшті. Келісіп пішкен тон келте болмас деген сөз бар ғой, соған да келеді екен, иә. Күшті. Рахмет, мен барлық сұрақтарым аяқталды. Бір жарым сағаттай болыпты. Жарым сағат болды. 1 сағат 38 минут дейді. Рахмет көп. Иншалла пайдалы подкаст деп ойлаймыз біздің оқырмандарымызға да. Екі дүниеде бізге жарық сыйлайтын керемет Рамазан болуын тілейміз сізге. Әмин. Баршамызға иншалла. Келгеніңізге көп рахмет. Біздің подкастты қолдаңыз келсе, төменде Каспи реквизит тұрады. Және біз Кітап ал компаниясына рахмет айтқым келіп тұр. Біздің Кітап алда Алматыда 3 нүктеміз бар, және 4-ші нүкте ашылып жатыр. Сол жаңа рух деген кітапты, кемел адам болсын, кез келген діни мотивациялық кітаптарды Кітап алдан ала аласыздар. Пайдалы болсын. Рух шынымен мен жеке тұлғалық осы Рамазанда оқып, сол кітаппен настройка істейтін кітап екен деп түсіндім да. И бүгінгі оқырмандармен кездесу болады ғой. Иә. Мен сол кітап туралы сөйлесем. Машалла, мен келемін, күшті. Пайдалы болсын. Жақсылықта жолыққанша. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.